мүшелеріңді дәу өсіріп алып медресе мешіт салып не істейін деп жатсыңдар. Адамдардың арасында бір перде болатын да. Сол перде жоқ қазір. Соң біраз қысым болды да, сен мынауың неге саласың? Өшір деді ма? Өшір деді. Жалпы біздің дініміз қазір шынымен сондай деңгейге түсіп кетті ма? Не болды? Мен атеистпін. Дін жайлы айтуға өз басым қорқам. Дінге келдің ба, аузың жауып жүр деймін да. Бір кішкентай Назарбаев отырып алған жоқ па? Саясат деген нәрсе ол сайқал нәрсе. Сайқал адамдар келмеу керек негізі. Талай депутаттар көрдіңіздер ғой. Мен бүйтем дейді де, қазір айтып жатқан сөздер бір жерден шығып жатқан жоқ. Ол қыз екен солар. Неге біздің президент әйел болмасқа мысалы? Мысалға Бекболат Тілеуханнан, Мұхтар Шахановтан, тағы басқа кісілер өте көп нәрсені күтіп қойдық біз. Красавчиксі ғой былайша айтқанда. Түрде былай. Мен білмейтін Елдос кім? Қыстек емеспін. Қатын құмар деп айтуға келетін шығар, бірақ точно қыстек емеспін. Құдай сақтасын. Оралман деген сөз маған майдай жағады құлағыма. Оралман деп айтатын адам ол менсінбейтін адам, ол сауатсыз адам біріншіден. Өзінің тарихын білмейтін адам, әдебиетін оқымаған адам. Бір жеріңді айырам деп жаңағы. Машинаны тоқтатып тұрып, екеуін алып шығып тұрып жаңағы біраз жерге апарып тастағаным бар да. Актердің кайфы, актердің ләззаты сол басқаша ма сонда? Жар таңдаудан қателескен жоқпын, бірақ неменеге әртіс болдым, неменеге андай болдым деген нәрселер болады. Ол той деген халтура. Киноға бармаңдар. Театрдың халі қалай? Ішкі кухнясы қандай? Ол кісілердің жағдайы мәз деп айта алмаймын. Енді солардың жанайғайын мен осы студияда алғашқы подкастымда айтпасам, маған сын деп ойлаймын. Ассалаумағалейкум, армысыздар, қадірлі қажет жандар. Бізде кезекті подкаст. Емін-еркін ой пікірлермен ерекше сөздер айтылатын бір еркін тәуелсіз форматтағы подкастымызға қош келдіңіздер. Әуелі бірден жазылып қойсаңыздар тамаша болар еді, бұл бізге үлкен қолдау болады. Бүгін бізде қонақта Елдос Бақты мырза, сонау Өскеменнен арнайы ат терлетіп келіп қапты. Ереке, қош келдіңіз. Қош көрдік. Мынау мен әлеуметтік желіде өзі бір қазақы бір юмор бар, немесе бір әдемі бір өзіндік бір стиліміз болады, өзіндік бір код болады ғой. Соған сай бір контенттерді көріп қап, алдымен бір аудиоларға ие болып. Содан кейін барып, өзі бір жыл болды ғой деймін, былтыр TikTok-тан, Instagram-нан, сол рилстар, видеоларды көріп жүріп, бір ерекше сүйсініп, риза болып, комментарий жазып, қолдап сөйтіп жүріп, өткенде былай таныс екенбіз, содан енді осы подкастты міндетті түрде алу керек, бұл жігіттің ар жағында жатқан ой айтылу керек деген пікірге келдім. Әңгіме әдемі болады, еркін форматта болады деп ойлаймын. Ешқандай бір әрбір азаматтың қандай да бір айтатын ойы, ішкі пікірі болады ғой. Және кез келген пікірге құрметпен қараймыз. Болады, болмайды деп кесіп айтатын Путин мен Назарбаевтың несі емес. Сондықтан қорқатын ештеңе жоқ. Көңіл күй қалай? Әдемі. Жақсы, көңіл күй жақсы. Енді аудиторияға мен өзім танитын жағымды айтып тұрмын ғой. Жалпы мен білмейтін адам басқалар таныстырған қарағанда өзін өзі жақсырақ таниды ғой. Елдос кім? Елдос әзірге білмейді өзінің кім екенін. Әлі таппай жүрген. Икигай, миссия. Таппай жүрген сияқты, таппай өтетін сияқтысың. Енді ол қазіргі енді заманның бір талабы ма, өзіңді табу керексің, өзіңді бүйту керексің деген нәрсе, соны бір қатты қиындатудың қажеті жоқ сияқты. Қалай бір солай жүру керек. Енді бала кезден түйгеніміз, көргеніміз, үйренгеніміз бар. Енді соны саласың, соны көрсетесің, қай жағынан. Енді онда тұрған ештеңе жоқ. Ал біреудің бір нәрсенің артынан кетіп, бір мақсатының артына жететіндей нақты өзім ондай бір таба қойған жоқпын. Албай өмірлік жарымды таптым, біреу. О жағынан енді іздемеймін. Өмірде екі нәрседен қателеспе, жарыңды таңдаудан, мамандық таңдаудан деп жататын еді. Мамандық жағышы. Жар таңдаудан қателескен жоқпын, бірақ мамандық таңдаудан қателестім деп айтуға да болмайды ау. Бірақ енді қолымыздан келетін нәрсе сол. Енді әртүрлі факторлар әсер етеді ғой. Әлеуметтік мәселе, андай мәселе деген нәрселер. Содан кейін біраз өзің берген сол мамандыққа уақытыңды, күш-жігеріңнен бір өзіңе бір керек дүниені ала алмаған кезде адамда сол кішкене невроз болады, андай болады. Сол кезде бір неменеге әртіс болдым, неменеге андай болдым деген нәрселер болады. Өткенде бір көбелектің әртіс болғанда да дұрыстап армандау керек екен деген. Иә, тура солай ғой. Бірақ бір 5 минут сен сол өзің ұнатқан нәрсемен
ойнап соның ішінде бір 5 секунд ләззат алсаң, ол сол сенің таңдаған дүниең деп ойлаймын. Актердің кайфы, актердің ләззаты сол басқаша ма сонда? Сахнада, енді сахнаның өз киесі бар, Иә, образдарға кіру. иә. Ол енді әртістердің бәрі анандай деп ойламаймын, бір айына бір 10 спектакльда ойнап, оның да бір кайфы етеді деп. Жылына бір 2 спектакль ойнау мүмкін, сол 2 спектакльдің ішінде, 2 сахнаның ішінде бір кішкентай бір 2 эпизод болуы мүмкін. Сол жерде өзін табуы мүмкін, өзінің кайфын. Сол дозасы жылға жете ма? Сол ғана жылға жетеді. Енді ол ойбай келдің, қошемет, келген сайын қошемет, биттім сөйттім, ол енді өтірік. Жалпы кайф деген нәрсе ұзақ емес қой, өзіңіз білесіз. Иә. Сол өмірде де солай деп ойлаймын. Тамаша. Жалпы әлеуметтік желі бұл қаншалықты өмірді өзгертті және әлеуметтік желіге шығуға не түрткі болды? Айтылып жатқан ақпараттар, немесе анау қызықты контенттер бұл саналы түрде келген нәрсе ма, жоқ әлде ойда жүрген нәрсені видеоға түсіре салып содан басталып кеткен? Ол бұл енді қызық енді ол әңгіме. Енді ар жақтан бастасам бір 5-6 жыл бұрын енді келіншегім айтатын да маған. Негізі сен әртіссің деп па? Сен негізі блог жүргізуші деді да. Негізі әйелдер ақылды әйел өзі кішкене 5-6 жылын көріп отырады еркекке қарағанда. Біз бір-ақ күн өмір сүреміз ғой негізі. Соны айтатын, мен сол кезде ұрысып берген, мен блогер емес. Ол кезде кішкене блогерлардың имиджі басқаша болды. Ол кезде сәл абыройсыздау етіп, иә? Еріккендердің ермегін дейді. Жүрейін ба сол деген бір қатты айтқан кездер болды. Сонда 5 жыл өтті. Одан кейін жаңағы біз ана театрда өмірден алыңдар дейді ғой. Мен сол өмірдегі бір жағдайымнан аламын да. Бір ішкі күйіктер болады мысалы. Соны шығарған кезде бір шынайылық дейді. Қазір қоғамда шынайылық жоғалып кетті ғой. Қай жерде болсын, өнерде болсын, өмірде де болсын, шынайылық азайып бара жатыр. Мен неге өзімнің мыжырайған түрімден, мен неге камерадан етем, әттесінер деп бір өзімнің ойымды салдым. Менімен бірге ойлайтын, мен сияқты ойлайтындар бар шығар деп. Содан кейін кетті да. Мен андай бір блог жүргізем, мен бүйтем деп бір ондай бір болған жоқ шыны керек. Әзір де ондай емес. Мен қазір осы өзімнің енді танымалмын деп болмай-ақ қояйын. Бір танымалдық келді. Бір белгілі бір деңгейде бір 400-500% көтерілді. Енді бұрынғы жағдайыма қарағанда. Оны да мен әлі не істеймді білмеймін. Не істеймді білмеймін. Бірақ ананы салам, өзім көрем. Бір сахнада бір секундтық ләззат алады ғой. Ана жерден де бір ләззат аласың. Жұрттың, аудиторияның вниманиясы, олардың назары содан бастала ма бұл ләззат? Керемет, дұрыс айтасың деген. Ол да бар шығар енді. Бүйтіп мен ойбай демей-ақ қойын андай. Сенің ойыңмен сенімен бірге ойлайтын, сен сияқты ойлайтын, сен сияқты мұңдас адамдардың бар екеніне, өзің сияқты адамдардың бар екеніне, солардың пікірлерін оқыған кезде бәріміз енді бір жерде жүр екенбіз ғой, бір қайықта отыр екенбіз ғой деген бір сондай бір жалғыз емес екенмін ғой деген бір не болады. Бір нәрсеге, бір жақсы нәрсеге күлсең де, бір жаман нәрсеге мұңайсаң да, бір мұңдастар бар екен ғой, болмаса осындай. Кейде бір мен жындымын ба жоқ қоғам жынды ма деген сияқты ой кезде құтқарады бұл кішкене. Сол бір өзің бір жалғыз қалмайсың. Саған бір ешкім ештеңе айтпауы мүмкін, бірақ сен айтсаң ол сені тыңдаса, айтады ғой, просто выслушать дейді ғой орыстарда. Мен тыңдайды екен да, мен айтады екем да. Ол солай маған оның тыңдауына бір көріп қараудың, көзімді жеткізудің қажеті жоқ, былайша айтқанда. Ойымды айттым, лақтырып тастадым. Содан бір рахаттанады екенсің. Күшті. Анау Таласбек Әсемқұлов деген мықты жазушы, күйші бар еді, сол кісі оқығам жоқ деген бір мақала жазған. Өте бір 7-8 жыл бұрын оқып едім, сонысын оқығам жоқ дегенін оқып едім. Өте бір жүрек ауыртатын нәрсе ғой мынау. Өнер адамдарының, жазушылардың жалпы бұл жерде енді көргем жоқ дегенге сая кетеді ғой. Bir жақсы нәрсені жасайсың дейді. Осы контент-мейкерлер, актерлар, жазушылар, солардың бәрінің басындағы бір үлкен проблема. Бірдеңе жазасың дейді, кері байланыс сұрап, қалай болды десең, оқығам жоқ деп айтады дейді. Мақтасын, даттасын, сынасын бәрібір дейді.
тым болмаса бір оқып кері пікір білдірсе, мен дұрыс келе жатырмын ба, дұрыс келмей жатырмын ба өзің білетін едің дейді. Сол бәрі оқығам жоқ дейді. Содан кейін не жазғаныңды білмей ақыр соңында жынды боласың дейді. Тура сол сияқты бір контент жасасаң да, ой айтсаң да, не дұрыс екенін, не бұрыс екенін білу үшін де бір кері байланыс керек қой. Біздің аудиторияда осы сол жақсы дұрыс нәрселерге қаратай кері байланысқа бір сараң болып келеді біздің қазақ. Байқайсың ба соны? Иә, бірақ қазір ол Таласбек ағаның ол мақаласы менде оқығаным да, ол оқығам жоқ емес, оқығам. Иә, ол шынымен өнер адамының мұңы. Кез келген творчество жүрген адамның бір ішкі несі. Бірақ біз соны жеткізе білу деген нәрсе бар да. Подача дейді ғой. Соны көп меңгермегенбіз. Біз көбіне сол қалай айтсам болады, бір ойды адам өзінің табиғатына сай өзінің бір несіне жеткізу керек деп ойлаймын. Анандай бір қиындатпай, қиыннан қиыстырмай, сенің өзіңнің өрің қай деңгейде, сол деңгейде подавать етсе, кез келген неге жетеді деп ойлаймын өз басымша. Өзімнің контентіме қатысты айтып отырғанда. Бірақ шыны керек, қазіргі енді мен бір мәселені айтсам, қазір үлкен өнер адамдарының мәселесі көтеріліп кетуі мүмкін. Менің осылай шығып кетуімнің өзі маған бір жоғарғы жақтан демей-ақ қойын, өнер адамы біз оқыдық, театрға бардық. Бір маған дұрыс внимание болмағанның әсері ма деп ойлаймын бір жағынан. Өйткені мен осы ойымды мен классика арқылы, Шекспир арқылы, болмаса басқа да бір классикалық шығармалар арқылы мен осы өзім қоғамдағы ойымды мен сол сахнада айтуым керек пе еді. Гүл-шоғымды сол жерде алып, сол жерде атағымды алып, сол жерде жаңа дүниемді тауып, бала-шағам сол арқылы нетсем, мүмкін мен мына әлеуметтік желі деген нәрсені мүлдем білмей өтермедім де, былайша айтқанда. Сондықтан оның бәрі бір жағынан кез келген әйтеуір бір жерден тесіп шығады ғой андай нәрсе. Адамның ішіндегі бір жан айғайы қалай болсын, қалай қысса да ол әйтеуір бір жерден тесіп шығады. Тек қана оның қай жерде екенін, қалай уақытта момент дейді ғой, сәтін білу керек деп ойлаймын да. Бізде театрда мен сияқты енді қазір бұрын 50 болған, қазір 60-тан асатын мемлекеттік театрларда енді әр театрда бір 50 актердан деп есептесең, енді бәленбай мыңдаған актерлардың ішінде тура менікіндей ой жатыр, менікінен де жаңағы көркем дүниелер жатыр. Сізде ондай олардың көрсететін, олардың айтатын дүниелерін білмеймін мен. Кімнің қазіргі заманда ең хитовый кинолар бар ғой, қазақша шығып жатыр ғой. Мен дәп олай әсер ала алмаймын. Аналардың алдында отырып бір ауыз әңгіме тыңдау, бірге бір отырып шай ішу, мен үшін олардың өнері бөлек та. Біз соны кішкене жеткізе білу, айта білу, өзімізден өзіміз іздену, халыққа көрсете білу деген нәрсе. Мен қазір өзімді ойлаймын, мен театр одного актерамын деп өзімді былай іштей сонымен кетіп бара жатырмын. Мысалы Ресейде бір актер бар, Гребенщиков, жалғыз өзі 3 сағат қыртады былайша айтқанда. Жалғыз өзі қыртады. Моноспектакль қойып тастайды. Моно, бірақ жалғыз өзі сөйлейді. Не айтады білмеймін, халық 3 сағат ананың аузына қарайды. Неге бізде ондай нәрсе жоқ деймін да. Бізде әлі сұраныс ондайға жоқ, бізде кішкене былай стендапқа кетіп бара жатыр, бірақ Құдай қаласа осы нәрселер енді бұйырса сұранысқа ие болады деп ойлаймын. Өткенде Бекжан Тұрыс қойды 60 жылдығында 1 сағаттан аса. 1 сағаттан аса. Елеке, мынау осы ойдан үлкен нәрсе бастап алып тұр. Бір екі мәселе өргеніп тұрмын. Біріншісі, жаңағы ойда дұрыс негізі. Оқығам жоқ емес, форматын дұрыстап беру керек шығар аудиторияға дегенше. Мен бұны жазушылар тарапынан байқайтын едім. Неге бізді әлем оқымайды, неге бізді аударылмай жатырмыз біз деп бір дабылғаға береді да. Бірақ егер әдемі жазса, мықты жазса, шынымен талант болып әлемдің деңгейде жазса, аударып тарататын еді ғой деп те ойлайтын. Бір жағынан шынымен де бір форматтарын біздің сол контент жасаушылар немесе сол кейбір өзін жазушымын деп атақты журналист санайтын кісілер тым ауырлатып жіберіп халықтың немесе аудиторияның форматына да деңгейіне де түспей тым алысқа кетіп өзін бір гений санайды да содан кейін бүкіл халықты кінәлап неге мені көрмейді, неге мені оқымайды деп байбалам салып жатады. Ол өзінен де бар деп ойлаймыз ғой сонда, иә?
Иә, өзінен де бар шығар деп ойлаймын. Жақында түсір. Қазір жанталасу керек сияқты. Андай. Білмеймін, бізде театрда академияда оқыған кезде анандай қылып үйретті да, жалпы халтураға жоламаңдар, таза өнер сахнада көрмеңдер, міне аудиториядан шықпаңдар, былай істеңдер, анандай мынандай деп. Ал оқымаған, оқуға түспеген біраз кішкене движениясы бар дейді ғой, орысша айтқанда. Адамдар сол нәрсені құралдарды меңгере бастады да. Жеткізу құралдары, телефон, әлеуметтік желі, инстаграм. Ал біз сахнада жүрдік, мен өнер адамын деп, бос-намосқа қуыс кеуде болып, жаңағы мен жазушымын, мен андаймын деген нәрсе. Ол келмейді екен қазір. Яғни ол тікелей мысалы қоғамның кішкене былайша айтқанда хайповый нәрселерге, арзан дүниелерге жүгіріп кетіп жатқанның өзі шын өнерде жүрген адамдардың, творчествода жүрген адамдардың кінәсі деп ойлаймын. 100% олардікі демеймін. Енді қазір енді неше түрлі факторлар ғой, мемлекет бар, саясат бар, анау мынау пропаганда бар деген сияқты. Бірақ біздің міндетіміз, мен академиялық білім алдым ба, мен таласуым керек екен олармен бірге. Және мен үйренуім керек екен оларданшы. Мен ұялып өзіме, мен ондай деңгейде емеспін, мен мұндай деңгейде емеспін деп бәрімізді осылай неге рамкаға салып тастады. Нәтижесін көріп отырсыздар. Енді ол жалғыз жазушыларға да емес, өнер адамдар, актер болсын, ақын болсын, енді білмеймін, кез келген адамға қатысты меңгере беру керек. Тынымбай Нұрмағамбеттің үйіне барғанбыз бір. Сол кезде біраз әңгімесін тыңдап, соңында айтқаны бар: жігіттер, қолдаймын десеңдер, шын таланттарды қолдаңдар. Өйткені ана өтірік таланттар өздерінің жолын тауып алады дейді да, жаңағы сияқты құралдарды меңгереді дегенмен. Бірақ енді олардікі де еңбек қой бір жағынан. Шынымен де маркетинг деген мәселе бар. Бізде кешеде тағы да бір жігітпен кездесіп қалдық. Жақсы контенттер жасап жүр енді. Келесі жолы осы жаңа жылдан кейін одан да подкаст аламын. Бір байқағанымыз, ол да сол Елебеков атындағы бітірген, шынымен қазір халыққа қажетті деңгейде жүр. Бірақ бір байқағанымыз сол, айтмай, продюсер тауып берейік, продюсер болайық. Сен мына өнеріңді бүйтіп кім көрінген ақша береді екен, немесе бүйтіп сенделіп жүре беруің керек жоқ. Продюсермен дұрыстап деңгейде жасау керек десек, ол продюсер ертең өстіп қалса, бүйтіп қалса, келіспей қалса қайтеміз. Әлі басталмай жатып соны уайымдап жатыр да. Енді кішкене қаттырақ айттық. Сонда бір түсінгеніміз, сол кейбір өзін таланттым деп санайтын, немесе өзінің сол бір өнеріне сенетін кісілер мына өзін ақшаға айналдыру жағынан, қоғамға көбірек көріну жағынан, талант бар, білім бар, харизма бар, бірақ сол жағынан ойланбайды екен. Және ол бүкілін өзі бойынан табылса, ол да мүмкін емес қой. Бірақ енді сол өзінде жоқ нәрсені сол өзінде бар адамға тапсыруға тағы да қимайды екен. Сондай жағдай кездескен жоқ па өз басыңызда? Менде әлі сол проблема. Неге осы аурудың емін табайықшы құрсын? Енді ол сол айтып тұрмын ғой, енді ол бала кезде бүйтіп ақырын өскен кезде көрген нәрсеміз, жаңағы рамкаға тығып тастайды. Енді ол білмеймін, енді оны өзіміз болып жеңбесек, бізді сырттан әкеліп ешкім нетпейді. Былайша айтқанда. Енді андай бір бәленбай миллион қаралым жинады екен деп соған мәз болып жүре беруге де келмейді. Нан да жеу керек қой былайша айтқанда. Сондықтан оны адам өзі шықпаса қиын сияқты. Мен соның жолында жүрмін қазір. Бізде Оразхан Кенебаев деген профессор ағамыз болған, актер, режиссер, мықты ұстаз. Енді қазір енді біраз танымал жігіттердің мұғалімдері. Енді мен параллель курсында сол кісі сабақ берген. Академияда оқыған кезде. Қай академия жүрген? Өнер академиясында жүрген, өнер академиясында. Марқұм болып кетті ол кісі. Сол кісінің өскеменге сабақ өткізуге келген кезде, ол кісінің мен оқып жүрген кездегі ойымен сол енді 10-15 жылдан кейін кездестік қой. Сол кездегі ой екі түрлі екен де. Сол кезде айтты, балалар деді, мен өмір бойы сахнада жүре беріппін ғой. Сахнаға бәрін бердім дейді. Ол маған не берді деп. Менің бір андай баяғы әзіл қой, андай әрекеттерім баяғыда 2015-тен Смила 360-қа деген бір видеом бар еді ғой. Сол нәрсемді көрсеттім да ағаға осындай. Сен бала дейді, мынаны егер ол кісімен 15 жыл бұрын кездескен кезде аға сөйтеді. Ол кісі мен бетіме түкіретін еді, мынауың не деп. Балам, сен осының артынан ұстасашы дейді. Осылай жүрсеңші, қазір театрға қарап отыратын уақыт жоқ сендерде дейді. Қазір капитализм дүние керек сендерге деп ана кісі айтқан кезде біз өзіміз таң қалдық. Өйткені ол кісі таза академиялық өнердің, былайша айтқанда, консерватор дейді ғой, сондай кісі болған. Бірақ мойындап тұр, өмірінің соңынан ол кісіні мойындады. Өйткені өзінің курсындағы группасындағы балалар енді белгілі актерлар, енді өзің білесіз, Олжас,
деген жігіттер очо деп тағы да біраз Нышанбек бәрі сол сол кісі шеберханасынан шыққан ба? Иә, сол кезде өзінің шәкірттерін мақтады. Міне анау былай жасап алды. Мен өмір бойы жасаған дүниемді ол осындай жылда істеп алды. Неге істемеске деді. Көрдіңіздер ма? Бұл жерде үлкендердің де әсері бар шығар бізге. Ол той деген халтура, киноға бармаңдар, мананы осы жерде деп. Ол қиянатта негізі бір жағынан. Ол нәрседен біреу шығады, біреу шыға алмай ішіп кетеді, біреу бүйтіп кетеді. Енді сондай неше түрлі тағдырлар бар. Сондықтан сол кісінің айтқаны мен әлі құлағымнан кетпейді. Балам, сен осы нәрсені ұсташы деді. Мен оны ұстаған жоқпын. Одан кейін 10 жылдан кейін бірақ әлі де ұстап жүрмін деп айта алмаймын. Сондықтан таласу керек, иә. Сондықтан ол кісі өмірінің соңында осы нәрсені айтқанына мен өте қатты разы болдым ол кісіге. Жатпау керек, істеу керек ше. Әлеуметтік желінің күшін сездің ғой ол кісі? Күшін сездім. Күшін сездім. Өйткені мынандай болды енді өмірімде бір жаңалық. Бір қазақша дубляждалған мультфильм болды. Бізде АДК деген үлкен сауда үйі бар. Сол жерде жаңа кинотеатрда жексенбі күні балаларымыз қазақша сеансқа апарайын десем, жексенбі күні сағат 11-ге қойып қойыпты. Сосын мен как раз ана Магнумға бойкот деген тема болып жатыр емес пе? Сол кезде айттым, мен мынаған бойкот жарияладым дедім, жай ғана. Мынау немене деп, енді бір жағынан заңға қайшы олардың істеп отырғандары да енді. Сағат түнгі 11-ден кейін сен балаңды алып шықсаң, саған жаңа айыппұл төлейсің. Аналар сөйтіп қойып қойған. Сосын мен салдым, ол бірден жаңағы акимат енді қарап отырады екен ғой. Бәрі қарайды, бәрі контроль. Әкімдердің өзі келіп, мен сені көріп отырамын деген кезде өзім таңғалдым. Балам, Елдосты қалай танымай, мен сені көріп отырамын дегенде өзім шок болдым. Сол кезде ананы көргенде мына Елдос немене бүлдіріп отыр, енді қанша дегенмен мен былай еркін жүрген адам емеспін. Мен мемлекеттік мекемеде жұмыс істеймін. Халық маған ақша берсе, төлесе де мен мемлекеттің бір несімін да бөлшегімін. Үкіметтің дейші, мемлекеттің дегенде. Соң біраз қысым болды да, сен мынауың неге саласың? Өшір деді ма? Өшір деді. Енді қалай бүйдегі өшіріп кетті ғой кезінде. Енді сол кезде айтты маған, өшір деген кезде менің өзім бастығым, енді қазіргі директорым енді өте грамотный адам да, енді сауатты адам. Ол неге өшіреді? Дұрыс айтып отыр ғой дейді. Хат жазсаңдаршы анаған. Ол заңсыз ғой дейді. Содан бері аналар сағат 11-ден кейін қазақша сеанс болсын, қандай болсын, балаларға арналған ертегі қоймайды. Сосын қазақша ертегілерді, жаңағы киноларды балаларға арналған. Сол балаларға ыңғайлы уақытқа қоятын болды. Сол кезде мен қаншама адамдар шулайды, андай жазған менің бір ауыз сөзімнің арқасында жаңағыдай нәрсені өзгерткен кезде мен бір жағынан мен бекер жүрмеген екенмін ғой деп. Өте бір сондай өзімде бір удовлетворенность дей ма, қана тура сондай нәрсе болды. Сол кезде сездім күшін. Тамаша. Әлеуметтік желінің шынымен де аудитория арт жағын барлығы, сол әлеуметтік желідегі аудитория қандай да бір адамның артында бір адамдар тұрса, онда оның күш екенін мемлекеттік органдарда, бизнесте, сауда орталығында еріксіз санасуға мәжбүр болатынына бір көз жетті ғой. Яғни сонда Өскемендегі ең үлкен сауда орталығындағы қазақ тілді кинолардың, сеанстардың орны Елдостың бір видеосымен өзгерді. Енді қазір қалай деп мен өтірік айтпай ақ қояйын шыны керек. Сол кезде кәдімгі өзгерді. Тамаша. Енді бір жағынан ол сондай. Келесі жол басқа адамдарды талап ете бастайды ғой. Сондықтан әлеуметтік желі өте жақсы, құрметті көрермендер, және бұның ертерек меңгеру керек, жаңағы ұстазыңыз айтқандай. Шынымен де мен талант дедім, мен ішкі ойым бар демес, әркім өзінің қолынан келеді, парақшасын ашып жүргізсе, бірақ оны жақсы жүргізу үшін, жақсы монетизациялық бизнеске айналдыру үшін TikTok, Instagram, YouTube барлық әлеуметтік желіні біз қажет қосымшасына салып қойдық. Сол жерден ақшаңызды төлейсіз, бір жылға доступ алып ішіндегі барлық курстарды көре аласыздар. Толығырақ төменде. Елеке, осы әлеуметтік желідегі мен сол риза болған бір ерекше күлген бір видео болды. Енді әлеуметтік бір қоғамдағы тақырыптарға ауыссақ, анау көріп қалсам бітті, жаңағы мүшені өсіретін дәрілер сатылып жатады, медресеге ақша жинап жатады, мүшелеріңді дәу өсіріп алып медресе мешіт салып не істейін деп жатсыңдар деп, көп жақсы өтті ғой деймін сол аудиторияға. Мен өстіп Елдос деген азамат келатыр Өскеменнен десем, айналамда кім дейді да, ой анау осы не істейсің деп жатсыңдар деп айтқан жігіт десем, бәрі танып тұр да. Яғни сол видеомен көп адам таныды ғой деймін. Иә. Бұл да бір ішкі шындықтан айтқы келген бір ойдан ба? Әлде қалай шықты? Осы салаға ауысайық. Өмірде болады ғой, бір көкейіңде бірдеңе жүреді ғой, айтқың келіп. Енді ол әлеуметтік желіні былай сырып тастап енді
айтайықшы мысалы көшеде жүреміз ғой бала кезде жас кезде бір айтқыш бір қойып қаласың ғой өзің жыртыласың ғой сол бір момент болады бір сезім Интуиция ма? интуиция анан осы тақырып мен енді мынандай бір актуалды тақырып деп бір шыға келген кезде сол тақырыптың артынан ерегетіп нетпеймін да Тренд қумайсыз. тренд қумаймын сол нәрсе шынымен шыға берді да енді білмеймін енді ол соған тіреп тастады да ана шәкәрім атамның бір әңгімесі ана сөйлемі бар емес пе нәпсі керген молдалар қызықшуға тым құмар деген бейіште бар сұлу жар дейді біздің молдалар деген сияқты соның айналасында болып кетті да бір жүректің емес бір идеяның айналасында емес жаңағы нәрсеге и оның үстіне қоғамда бір танымал адамдар жаңағы нәрсені айтқан кезде біртүрлі енді ұят деген нәрсе болады ғой бұрын мен бала кезде есімде ана аксессуар деген сөз бар ғой аксессуар деген сөз мен үшін ұятты сөз болатын білмейтінмін ол қандай сөз екенін жаңа и всякие прочие аксессуары деп жаңағы телевидение айтып қалды ғой бетті басып деген кезде каналды ауыстырып жіберетін сөйтсем ол аксессуар деген енді аксессуар да былайша айтқанда и сондай бір ағылшынша 6 деген сөзді санды айта алмай ұялатын кез сияқты ма? сол бір адамдардың арасында бір перде болатын да сол перде жоқ қазір енді ол дәрі шынымен біреуге пайдалы шығар біреуді бір стресстен құтқарып жатқан шығар енді әркімнің өз деңгейі өзіне ғой біреу түңіліп кеткен шығар сол дәріні ішіп мүмкін енді жүрек көзі ашылмаса да басқа бір деңгесі ашылып жаңағы рахаттанып жүрген шығар енді бір құдай біледі ғой бірақ жаңағы нәрсені массовый нәрсемен кетіп қалды да қоғам бір әйтеуір мүшені өсіру медресе салу енді қоғамның бәрі ана жаққа кетіп бара жатыр біз мына жаққа кетіп бара жатырмыз сол нәрсені былай қарапайым ғана бір кішкентай мәселенің дәрінің айналасындағы сөз деген бүкіл қоғамның бір дертін көрсетеді енді әзіл деген мен енді әзіл туралы бір ақыл айтайын деген емес бірақ дегенмен оқыған адамның академиялық білімі бар эстрадный миниатюра деген жванецкийді оқыдық жаңағы карцевтарды көрдік роман карцевтарды өзіміздің әзілдің оспанхан ағамызды мысалы әуезов ол кісілердің өлең жаңағы сөздерін бір кішкентай сөздің артында үлкен бір проблема үлкен бір дүние жатады андай соның бір согы болды ғой бір дәні сол бір тәтті бір нәрсені шығарғым келеді бір әзіл айтсам да ар жағында бір 2-3 түрлі ой болғанын қалаймын содан кейін жаңағы нәрсені алдым да жаңағы салған кезде өзі кетті солай мәселе анау 8 ұлым бір төбе ертөстігім бір төбе деген сияқты басқасының айтқаны бір бөлек болды бірақ Елдостың айтқаны ерекше болды аудиторияға жаңағы бір актерскиймен харизмамен әдемі өтті да енді осы шынымен де сол реклама таргеттегі видеоларды қарап отырсақ сол Намазхан деген азаматтар соны жарнамалайды ал мынау орамал таққан бір блогер танымал кісілер керісінше бір жаңағы төсектегі өстейсің бүйтесің деп оларды сол бағытта қатты жарнамалап кетті жалпы біздің дініміз қазір шынымен сондай деңгейге түсіп кетті ма не болды қазір өзі тиктокта атеисттер діншілдер молдалар болып деват жасап сол исламды дінді қорғаймын деген имамдар керісінше одан әрмен абыройын түсіріп жатқан сияқты өйткені шынымен көп адамдар жазып жатыр бұрын мен атеистпін деп дінге аллаға исламға тіл тигізуге бір қорқатын еді қазір адамдар керісінше бір марафон жарысқа қатысып жатқан сияқты енді дін жайлы айтуға өз басым қорқам енді қорыққан емес оған жауапкершілік басқа ол жеңіл тақырыптарды айтуға болады бірақ бір бұрын дінге адамдар қалай келген де мысалы кезіндегі ақсақалдарымызды бір бетінде ұяты бар нұры төгіліп тұрған былайша айтқанда адамдардың бір жеке шекарасын білетін сондай бір нұрлы адамдар ақсақалдар болатын сол ақсақалдарға қарап дінге кеткен да енді мысалы сіздер бір дүниені жарнамалаған кезде сіздердің пікірлеріңізге азаматтық ойларыңызға өздеріңіздің имидждарыңызға сай сол өнімді алады ғой иә мысалы сізге думанға сенеді думан ол өте осындай мәселелерді қозғайды азаматтық несі өте ұнайды деп сіз ұсынған өнімді сатып алады иә енді ал бәріміз мұсылман болсақ енді ислам діні соған сай болуымыз керек қой соны қолдану енді ана кісілер анандай дүниені жарнамалап жатқан кезде дінге деген жарайды дінге келмеген
енді келейін деп жүрген адам қалай барады анаған деген сияқты нәрсе ғой. Абыройын түсіріп жатыр ғой. Енді бет арқылы емес былай барған қалай сізге енді былай физически былай көрсетсең енді одан қандай не шығады. Енді содан кейін жаңа атеизм дейді, жаңағы мұсылман, бұл енді адам атадан бері әлі бітпей жатқан дау ғой. Сол дауды мен атеистпін, мысалы сіз мұсылмансыз, екеуміз дауластық, содан шешілді ма ол? Шешілмейді, ол бітпейді ғой ол. Содан кейін дінге келдің ба, аузын жауып жүр деймін да. Тыныш жүр. Кәдімгі нокаут қоғалап атады, енді мені көп көрмеймін ана нәрсені. Айналамдағы жігіттер қарап отырады да, атеист келіп сындырып жатады ананы ше. Ана өзі кеше келген адам. Екі сөздің басын қосамайды. Ана алады да атеист сындырып атады, анда біреулер жаңағы 100 граммдап жүрген бір екі ағалары мәз болып жыртылып от күліп. Одан әрмен риза бола ма? Риза болып отырады. Бұл үйтіп дінді қорғамай ақ қойыңдаршы деймін. Одан становится только хуже. Онсыз да діннің имиджін осы 2000 жылдардан бастап әлі күнге түсіріп жатыр. Сен имиджін көтергің келе ме, өзің жүріс-тұрысыңды жөндеш, болды. Анандайды енді бәрімізде болады. Енді алғаш келген кезде, дінге келген кезде біреумен дауласқың келіп, бейткің келіп, ол болмайды екен. Сен анамен сөйлестің ба, болды ғой сенің әлеуметтік желі. Міне дінде жүрген адам мынандай, атеисттер мынандай. Анау қалай сөйлейді? Ананың сөз саптауы да дұрыс емес. Ананы сындырып тастағысы келіп, орны қойып, ол атеист деген ол осы дүниені таңдаған адам. То есть сен соның стихиясындасың. Ал сен ана өмірді таңдаған адамсың да. Сен бірақ ананың стихиясына келдің. Өзіңдікі ақиқат болса, онда ақиқатты дауласып не істейсің деген әңгіме. Ананың рингіңдасың ғой сен. Анау сен сындырады ғой. Болды ғой, былай да былай сындырады. Енді ол материяны таңдаған адаммен сен қалай андай тылсым дүниені сен оған қалай дәлелдейсің? Ол мүмкін емес нәрсе. Бірақ мен мына нәрсені түсінемін. Мына нәрсені түсіну керек та. Біз қоғамбызда, бізде мұсылман қазақ бар, атеист қазақ бар, тәңірші қазақ бар, христиан қазақ бар. Бәрінде қазақ деген нәрсе ортақ нәрседе. Осы 4 түрлі адамның бәрінде қазақ деген сөзі бар. Біз қазақтың мүддесі, қоғамның мүддесі. Былайша айтқанда атеистің да, жаңағы мұсылманың да, христианың да бәрі бір тудың астында, бір мемлекетте көп көрім бай, қуатты, тып-тыныш, әдемі бір өмір сүрейікші деймін де. Ол бітпейтін да ғой. Қырылдық, миллиондаған адам әлі қырылды, ана дейді. Болды ғой, біз енді шарықтау, адамзаттың дамудың бір шарықтау шегіне жеттік қой, адам ойлану керек қой. Енді мүмкін ондай нәрсе қазір біздің билікке мүмкін керек шығар, ол адамдардың арасына сөйтіп қойып. Назарын басқаға аударып қойып. Сол назарын деген нәрсе енді қазір не болып кетті, таптауын нәрсе сол. Кей кезде артық кетіп қаламыз енді. Билік назарын істеп отыр, назар аудару үшін ананы бүйтіпті деп. Білмеймін, біз кез келген жаңалық жасауға бұра сала ма? Басында бір дәнін септі, өздігінен өзі болып жатқан дүние. Енді ол әдейі назарын аудару үшін бір отбасын ажырастып, ананы дейді ғой енді. Сондықтан қоғам солай болып кетті да. Енді Ноам Хомскийдің өзінің манипуляция жасаудың 10 әдісі деген бар, халықты басқарудың. Соның ішінде айтылады, бірақ әлеуметтік желілер арқылы, ақпарат құралдары арқылы бір шуды бастау деген соның бір категориясына сай келеді да. Ой орынды, Елеке, жақсы. Енді мен әлеуметтік желілерде қарап отырам ғой. Комментарийлар, жақсы бір эфирлер болып жатады. Сол кезде көп адамдар мынандай сұрақтар жиі қояды екен. Елдос, сен оралмансың ба деп айтады екен. Содан кейін шашыңды қысқар, қыздеке қысап, бірдеңе деп осы шамға тиетін әңгімелер айтады екен. Және сол анау қыздекелеу жігіттер жүреді деген бір видеоға керісінше көп нәрселер жазылған, иә? Жалпы талқылайықшы, ашық айтып бір қызықты ғой. Енді ол негізі әлеуметтік желіде жүргізетін адам өзімнің түйгенмен біреулерді айтады ғой. Сол нәрсеге дайын болу керек екен негізі. Ол бір жағынан сен оны дұрыс пайдалана білу керек екен да. Мен басында қатты күйзеліп кеттім. Жүрекке алып қойып. Жүрекке алып қойдым. Ой. Қыздеке деген кезде мен ана жігітке жаздым, мен жүр, мен саған көрсетейін қыздекені. Бір жеріңді айырам деп жаңағы. Жүрш. Ридердан келіп мен сен жаңағы адресіңді айтшы, мен сен сындырып кетем деген кезде ридерға қазір шығамын, өзім барамын, тоқта деген кездер болды. Енді жігітпіз ғой бәріміз. Сосын
ондай хейтқа дайын болу керек екен. Бір жағынан жақсы екен. Енді ол оралман дейді ғой жаңағы. Оралман деген сөз маған майдай жағады құлағыма. Неге? Ол маған комплимент. Мен бірақ оралман емеспін енді. Оралман деген енді менің түсінігімде ол нағыз қазақ деп ойлаймын. Енді оның ішінде де бар енді неше түрлісі. Енді бәрі мінсіз емес қой. Мен үшін Оралман Мұстафа Өзтүрік. Мен үшін менің кумирім. Сол кісінің көзін көріп, қолын ұстап батасын алған адам. Енді мен бірде бір Алматыда осындай жағдай болған. Такси тоқтатам, сосын бір кәріс жігіт отырды, бір кісі отырды, қазақ кісі. Үлкен жігіт. И артта екі кәріс, бір қазақ отырды, 3 адам отырмыз. Сосын анау бастады. Енді бизнесмен жігіт па. Вот этим оралманам, всякие льготы, они пришли на все готовое деген әңгіме басталды. Енді өзің білесіз ғой, талай айтып жүр. Сосын мен жалпы негізі конфликтқа төбелес жек көретін адам былайша айтқанда жоқпын. Бірақ сондай бір мәселелерде жаңағы өзімді басым сыстай алмай қаламын, шатырмашылық кетеді дейді ғой. Ашуланбаймын, ашулансам жаман болған. Шатырмашылық кетіп жаңағы машинаны тоқтатып тұрып, екеуін алып шығып тұрып жаңағы біраз жерге апарып тастағаным бар да. Басым қаным. Қасымдағы жігіт үндемейді жаңағы нәрсеге. Мен айтамын, сен қалай сен оған өйтпейсің, намыстанбайсың деймін ғой. Жаңа кәріске дейтін, мен сен кезінде Сталин сені андалақтырды, мындалақтырды, сорлы болып жүрсің, сенің ұлтыңды айырып тастады сен. Сол нәрсені неға ойлаймын, біздікілер одан ажырамай келді. Мен қуанам, сен қуасың ба деген нәрселерді айттым да. Енді арасында енді 90% боқтық болды. Оны айта кету керек. 90% боқтық болды. Колориті ғой. Ол енді оралман деген қалай айтсам болады. Енді бізде оралман деп айтатын адам ол менсінбейтін адам, ол сауатсыз адам біріншіден. Тарихты білмейтін адам. Өзінің тарихын білмейтін адам, әдебиетін оқымаған адам. Оны білмеген адаммен енді сөйлесу мүмкін емес. Және ондай адамдармен нағыз қазақ қоғам құрамыз деп ойламаймын. Күні мен біздің мысалы тұрған ауылда ар жағы Қытай. Жоңғар қақпасымыз жақ барлық, тоқта барлық, тарбағатай. Ар жағы жаңағы ар жағы қалың қазақ. Енді оны қаншама сіздердің студияларыңызда да келіп айтты, граница жауып қалды, битіп қалды деп. Ары бері жүрген, жалған жалпағынан басып, ары жүрген, бер жүрген былайша айтқанда. Ол тілімізде бір, интонациямызда бір сөйлейміз. Және олардың қазақтың әнін сүюі, несін сүюі. Мысалы, мен неге оралман деген нәрсені қатты етемін. Өйткені әкем маған құйып отыратын. Мына жақта мына бабаң жатыр, ана жақта мына бабаң жатыр. Бізде осылай болған, тарих бұлай болған. Қысқаша қазақ тарихының несін миымызға құйып отты. Сол нәрседен кейін мен қалай оралманды мен менсінбей жүремін да, олай айтқанда. Қайда болсын. Мен былай енді өз басым оралман емеспін, мен соны айтсайшы, айтпақшы. Тағы да оралман деп. Обложка қоямыз ғой, мен оралман емеспін. Мен оралман емеспін. Қайрат Нұртастың әніміз мен оралман деген сияқты. Соны мен Қарабұлақ ауылы, Мақаншы ауданы Қарабұлақ ауылы, Абай облысы. Атам жатыр, әкем осы жақтамыз. Айтқанда осы жақтың азаматымын, қыстек емеспін. Ол енді шашке қарап айтады, бізде мен сол жерде байқағаным, бүкіліміз ана КСРО мен Қытайдағы енді екі саяси жүйе бірдей болды ғой. Бүкіл адам бірдей болса екен деп ойлайды ше. Ана мектептен бітірген соң университет оқығанда, мысалға, егер мен қазір танымал боламын десем, сәл шашымды қызылға бояп, құлағыма бір сырға тағып алсам, бұл мен де солай деп ойлайды. Мен қанша рухты әңгіме айтып отырмын, немесе дұрыс болайын, бәрібір, бірақ сыртқы түрімізге қарайды да шешім шығарып тастайды. Бәріміз бірдей болса дейді. Өзіміздің ана постсоветский дейді ғой. Сол қоғамның ауруы ма деп ойлаймын. Бізді әдейі жасатқан. Бізге ұқсамай ма ол? Бізден емес деген сияқты. Бізден емес деген. Сен мына түрің не, мына шашың не, мына киімің не деген сияқты. Енді бәрінің бір чегі болады, бірақ сол нәрсе адамның жеке границасы дейді. Қыздеке емеспін, 3 балам бар. Өзім таптырғам. Айта береді. Қатын құмар деп айтуға келетін шығар, бірақ точно қыздеке емеспін. Құдай сақтасын. Анау ғой. Ол шашқа қарап айтады да, бірақ бетпе-бет келгенде ештеңе айтпайды.
ол сол шашпен ақ жаңағы шамам жетеді ғой енді адамда. Бірақ бізде ана еркектік дегенді ана түрге қарайды да көп. Мен ер мінезді кейбір әйелдерден көремін, сол ер мінезді. Көп еркектерден, жігіттерден сол нәрсені байқамаймын. Сөзінде тұруы, азаматтық өзінің позициясы, бетіне айта білуі. Шыны керек, көп еркек қыздеке қазір ол жағынан алып қарайтын болса. Ол бет әлпет жүзге қаралмайды негізі. Жігіт сияқты жүр ғой, небір жігіттер темекісін шегеді, арағында ішеді. Жаңа қазіргі заманның стандартына сай. Былай бүйтіп жүреді, бірақ қоғамда қаншама танымал адамдар сөйтіп екі сөйлеп отыр. Қыздеке солар ғой. Талай депутаттар көрдіңіздер ғой. Мен бүйтем дейді, қазір айтып жатқан сөздер бір жерден шығып жатқан жоқ. Ол қыздеке солар. Ана шашын өстіріп алған, сырғасын тауып алған, сен оны көрген жоқсың, ішіне үңіліп көрген жоқсың. Сондықтан бетке қарап, түрге қарап, жаңағы өйтіп айту біздің қоғамның ауруы деп ойлаймын. Негізі қабылдай білу керек ол нәрсені. Күшті. Жалпы депутат деген нәрселерді айтылып қалдық. Осы біздің шенеуніктер мен саяси жүйеге қалай қарайсың енді осы елдің азаматы ретінде? Енді көп адамдар айтады, ол саясатпен тек саясаткерлер айналысу керек қой деп, бірақ саясаткерлер сол сенің өмірің мен тағдырыңа келген бір өміріңе тікелей әсер ететін заңдарды шығарып, өміріңді басқарып, айналдырып отырғандықтан кез келген азамат дауыс бере алатын құқығы бар азамат болғандықтан, сол елдің халқы болғандықтан, демократиялық елде тұрғандықтан ол пікір айту міндетті деп ойлаймын. Енді ана депутат дегенге кім біледі ертең мен де болып қаламын, сондықтан көп нәрсе айтпай ақ қой ондай желі. Жалпы қалжың ғой. Ол депутат дейді, не дейді, енді біз бәрін соларды сабап жатады. Бізде система сол. Біздің жаңағы депутат болсын, министр болсын, мен өз ойым енді. Президент болсын, білмеймін. Менің ойымда олар өкімет емес сияқты. Ар жағында бір өкімет бар. Бүкіл ойынның бір ережесін алдарынан қойды. Сен соны қабылдайсың, сол машинада жүресің, машинадасың. Қабылдамайды ма, сені лақтырып тастайды, болды. Ол біздің еркімізде, олардың да еркінде емес сияқты ма, білмеймін. Сондай бір өз басыма масон, анау-мынауға сенбеймін. Бірақ бір ереже бар сияқты да, бізде сонымен жүру керек деген сияқты. Одан кейін жаңа сіз айтқандай имиджі қалыптастырған жаңағы, он не политик. Посмотри, он артист. Или он ничего не понимает в политике деген жаңа сіз айтқандай бір стандартқа жаңағы осындай неге подгонять ету дейді ғой адамды бір жаңа айтқандай шашы басқаша деген сияқты. Бұл жерде де тура сол саясатты қолданып отыр да, осыдан байқауға болады. Өйткені бізден саясаткердің де имиджін қалыптастырып тастаған. Олардың жаңағы шаш қойылымы, киім киісі, сөйлеген сөзі, байқайсыздар, Нұр ағамыз жаңағы президент болған кезде тура содан аумайтындар ғой. Сөйлеген кезде жаңағы бісмілләсінің өзі деген сияқты. Содан басталады жаңағы. Сол кісіні құттықтаудан басталады. Ең әуелі Алла деген сияқты ғой жаңағы. И сондай нәрседе, бірақ мен ойлаймын үкіметке мейірімді адамдар келу керек сияқты. Мейірімді адамдар ең бірінші. Мейірімді адамдар. Қалғаны ол жаңағы бүйтеді, сөйтеді, ол политика емес, неме, ол саясат деген нәрсе, ол сайқал нәрсе. Сайқал адамдар келмеу керек негізі. Ол саясат мынандай саясат бізде сайқал шығар, бірақ шынайылық болу керек кез келген жерде. Мейірімді адамдар, нақты бір мақсаты бар. Сондай адамдар келсе, бірдеңесі өзгереді деп ойлаймын. Ал былай енді жаңағы ойбай ол политикамен айналысады, ол анадан өткен, онда әкім болған, анда бүйткен, ол енді былғанған адам деп ойлаймын. Өз басым. Президент неге бір жаңа Украинадағыдай неге бір адам болмасқа, ақ жүрек бір адам. Алтынбек Сәрсенбаев айтатын бар еді, сол саясат сайқал дейміз, бірақ саясат жасайтын адамдар ғой деп ше. Сондықтан дұрыс адамдар бару керек қой. Сол сияқты нәрселерде ол өзінің алдында арында таза болса болды. Өзінің алдында арында таза болса, ол демек ол өзінің ыңғайлай алады, ол билігін жүргізе алады. Енді неше түрлі әңгіме бар ғой, бірақ өз басым жаңағы қарсымын бір стандартқа подгонять етуді. Неге біздің президент әйел болмасқа мысалы? Қатын бастырған көш оңбас деген әңгімені қою керек қой. Мысалы мен енді әйелдер үшін емес, жалпы ешкім үшін емес, маған былай айтқанда бәрібір олардың қазір басқарып жатқандарына маған бір сондай бір не болып жатқан да жоқ шығар. Дегенмен де ондай бір
белгілі бір стандартқа нетудің қажеті жоқ. Біз эксперимент жасай беруіміз керек. Қазіргі мысалы заманда мынандай микрофон алдымызда тұрған, бұның біз осы сөйлескенше тағы бір 2 вариант шығып қойған шығар. Иә. Бәрін көріп жатыр ғой. Бізде сол саясатта да көре беруіміз керек қой. Былай істейік. Мысалы қарапайым біз спектакль шығарған кезде пьесаны шашып тастаймыз да бір сахнаны. Давай сен былай кір, сен былай кір. Мүмкін мынаны алып тастап былай істейміз деген сияқты. Солай істей беру керек деп ойлаймын. Біз онда тұрған не бар? Сөйтіп өз бір ақиқатымызды табамыз ғой. Жаңа осындай болу керек, ол мынандай болу керек, түрі мынандай болу керек. Білмеймін. Қалай ойлайсыз біздің мемлекеттік органдарда басшылықта және мынау өнер ордаларында да бір басшылықтары бір кішкентай Назарбаев отырып алған жоқ па? Солай шығар енді, соның жемісі. Енді 30 жыл сол кісі басқарды ғой. Енді ол кісінің де былай енді красавчик кісі ғой, былай айтқанда түрі де былай сондай болып көрдік қой. Енді ар жағында не жатқанын бір Құдай біледі. Солай болғысы келді деген сияқты. Соған ыңғайланды. Ол кісінің несі дәуірі жүрді. Әрбір дуалда сол кісінің құлағы болды. Сол кісіге жағыну, сол кісі сияқты болу. Енді үкіметке, мемлекеттік қызметке келген адам әрине соған ұқсағысы келеді. Ол сізге, маған ұқсағысы келмейді, олар сол кісіге ұқсағысы келеді. Соның нәтижесі, соның жемісін көріп жатырмыз. Ол кісі красавчик қой дегенде бұл бір Стокгольм синдромы емес па? Бүкіл халық бойынша. Мен анандай бір көп адам айтады, жалпы сіздің ғана емес. Жаңа тірлігіне қатысты бір ойбай несіне красавчик дейміз ғой, жалпы түрі несі былай істеген ғой, жұмыс жасаған ғой. Ол кісінің имиджіне да қаншама стилистер бар. Харизмасы барлығын мойындаймыз ғой енді. Бірақ енді ол кісінің бір тірлігін ойбай жаңағы Бекболат ағам сияқты красавчик қой деген сияқты отырған жоқпын. Былай айтқанда енді түрі де енді. Елеке қалай ойлайсыз? Шынымен жаңа адамдарды түр жағынан бір қалыпта, бірдей стандартта ойлаймыз дедік қой. Сол сияқты біз олда да сол бір ауру шығар. Адамдардан көп нәрсе күтіп қоямыз. Мысалы Бекболат Тілеуханнан, Мұхтар Шахановтан, тағы басқа кісілер өте көп нәрсені күтіп қойдық біз. Мен сол кісіге менде сын айтқан видеолар болды. Бірақ мен ананы мойындаймын да. Ол кісі бізге уәде берген жоқ қой, жалпы. Мен ертең осылай боламын, осылай істеймін деп ше. Просто жақсы әңгімелер айтты. Біз сол жақсы әңгімелер айтып жүргені үшін ол кісіге сондай бір симпатия болды ма, жалпы халықта ше. Ана кейін жаппай жек көріп, қарғыс олық, анау мынау деп айыптап кеткені, теріс айналғаны. Просто анандай сенді ғой халық. И ол қалауындай болмай қалған үшін адамдар жек көріп кетті да. Бірақ енді ол кісі басында баста айтқан жоқ қой, сендер мені өстіңдер, осыншалық жақсы көріңдер, мен сендерге өстіп беремін деп. Тура сол сияқты көп адамдарға біз сондай үлкен симпатия беріп тастаймыз да, содан кейін мынау алдап кетті, бүйтті, сөйтті деп тағы ренжіп жатамыз. Оның арасында қазіргі депутаттар да бар. Енді өзіміз көп нәрсе күтіп аламыз да. Сол мен осы нәрсені айтамын негізі. Енді өзіме қатысты айтайыншы. Комментариялар оқимын ғой. Сонда сенің балам не бір комментарийлер кетеді, адам нәпсісін көтеретінше. Енді өзің бір сезін қаласың, қайраткер. Сонда бір айтатын бар, ешкімге табынбаңдаршы депші. Жалпы біреуге табынуды қою керек. Енді біз жаңағы мемлекетке келіп тіреледі ғой. Біз қоғамы Лениннен бастап жаңағы ескерткіш тастаған жақсы көреміз ғой. Тірі ескерткіш қылып тастаймыз, оған мін жоғалтпаймыз, оған чаң тигізбейміз. Сол бәрімізде қалып қойған. Кез келген творчествоның адамы болсын, сен оның творчествосын сыйла, сен оның бір несін сыйла, бірақ оған бір табынбашы. Табынатын өз адамда бір-екі адам болады, болды. Әкең, ағаң мүмкін, білмеймін. Өзінде бір абылай қоғамда жүрген адамдардың ешқайсысына табынбау керек екен. Табынбау керек, болды. Сен ол міндетті түрде сен көңіліңді түсіреді. Менің де бір менің де қоясың. Тағы мен деген дейсің ба? Былай айтқанда кез келген адамның ішінде бір минустар болады ғой. Сен оның үстіне ол қоғамда жүрген адам болғаннан кейін оны кәдімгі инемен қарайды. Мысалы Бекболат ағам, ол кісінің жаңа әні кезіндегі айтқан, ондай адам дәп солай айтатын сөйлейтін жоқ қой енді, ол мойындау талант қой ол. Шынымен красавчик десе, ол кісі красавчик енді. Бірақ ол кісінің де өзі, ол да пенде, оның жаңа минустары бар, несі бар. Енді соған бір невроз жасап өзін-өзін етудің қажеті жоқ қой. Мәселе өзімізде, ол қоғам өзінде. Біз сол біреуді алдыға сақ қоямыз жаңағы.
сен өзгерт, біз саған сеніп едік қой. Жауапкершілік тарта саламыз, арта саласың. Ал қазір ондай заман жоқ, өйтіп жүрмейді қазір. Қазір мемлекеттің саясаты болсын, қандай бір тиран үкімет болсын, сондай адамдарды әдейі шығара ма деп ойлаймын да. Өйткені оны сындырып тастау оңай да. Халық соның артынан ергізуді жақсы көреді. Енді білмеймін, мысалы ұлтшылдардың арасында бір ұлтшылды жіберіп қояды. Ол айтқан кезде сұмдық. Деп халық соның артынан кеткен кезде оны алады да, типа ол артынан ергенде сөйтіп алады да, оны сындырып тастайды былайша айтқанда. Ал халық негізі ол күш халықта. Оны ешкімге бір табынып, мен кейінгі жазушылар болсын, бәрінің де бір қиын жерлері бар ғой, ол жазушылардың болсын, сен творчествосын сыйла. Ешкімге табынба. Қазір қоғамда біреуге табыну бізді құрдымға апарады. Бізді кәдімгідей біз құримыз біреуге табынсақ. Біз былайша айтқанда, мысалы кезінде өздеріңіз мысалы журналистиканы армандаңыз, телевидениеге шығу армандаңыз. Қазір ешкім бүйтіп армандамайды ғой. Кімнің таланты бар, өзіңіз студияңызды ашсаңыз, істеп жүрсіз, иә. Менде өзім әлеуметтік желі, менде қайсымыз бір телевидениеміз, иә. Сол сияқты да ол адам өзі жолын табу керек та, өзінен іздеу керек. Сонда әр жерден шыққан кезде ешкімге бағынбайсың. Қоғам өзі бір организм болып жұмыс істеуді үйрену керек. Сол сияқты ешкімге табынудың қажеті жоқ, біреудің артынан ерудің. Сен одан аларыңды алдың, өзіңе керек дүние болды, лақтырып тастап болды, керек емес ол. Бұл енді Ленин, Сталин, одан кейінгі сол кеңестік саясаттан қалған бір салқыншақ қой. Сондай бір бізде байқасаң әдебиетті оқытқанда да сол ғой. Ананың мінсіз суреті тұрады. Ол сурет не істей алады, ол сурет бүйтіп қана тұра алады да, бүйтіп красавчик болып тұра алады, болды. Ал оның ішінде ол қыз құмарлығы бар шығар, оның бір несі бар шығар, бір қиянаты бар шығар енді. Ол нәрсе көрінбейді ғой. Біз солай үйреніп алғанбыз, солай қабылдап үйреніп алғанбыз. Ана Ленинді тіл тигізсең, талай шалдар менің қылқындырған кездері болды. Сен не деп отырсың, кейін? Сен не істеп отырсың? Былай қылма, Ленинді Құдай көрді, өйткені сол кісіні солай қылып келтірді. Біз қоғамды сөйтіп қабылдаймыз бәрін. Адамды да сөйтіп қабылдаймыз. Ертең сен күшті болып шықшы, бүйтіп әдемі сөздер сөйлеп, былай саған ақырындап үкімет келіп, молодец, арқаңнан қақты бүйтіп бір-екі жерлерін көрсетті. Сен алдында көшеде бір жерден бірдеңені ағып бүйтіп жатсаң, өй деп сені екі жек көріп кетеді. Ол сондай нәрседе біз әбден сөйтіп үйреніп алғанбыз. Соны қою керек. Мен қазір жастарға ырза боламын, оларға авторитет жоқ. Зумерлер. Бірақ олар андай да, бір әлсіз жері бір кішіпейілдік нәрсе. Біз де олардан күтеміз да, бір мүмкін өзімізден шығар. Содан күтіп қаламыз да біз. Бір қолымен амандасып, бір басын есіне өліп кете ме, тәрбие жоқ дейміз. Бірақ біз өзіміз кінәліміз, біз соны біз лайықтымыз соған. Өйткені біз сөйтіп өзіміз сөйтіп не еттік, міне ал көріп жатсыңдар. Зумбіл ырза боламын, олар авторитет жоқ оларға. Тұрма алдында біз мысалы біздің поколение үлкен адам келсе болды, ол сыйлайтын еді. Сыйлайсың, қандай адам ба, кейін бар мүмкін. Ал зумбиларға бәрі сен алдында кім тұр? Саған жайнап өте шығады, қасынан болды. Солардан бір нәрсе алу керек сияқты. Бұл енді өлер ашақ шығар мүмкін, сананың, мәдениеттің ауысуындағы. Кім біледі, әйтпесе солай шығар. Біз адамдардың шынымен тұлғалығын, пендешілігін, қайраткерлігін, шығармашылығын бір ажыратып, жеке-жеке құрметтеуді үйренуіміз керек сияқты. Жаңа Бекболат Тілеуханның әні қандай керемет деп, оны жек көрмей сүйіп тыңдау, ләззат алу. Ол кісінің ағызын тыңдамай-ақ қой. Ол кісінің басқасын тыңдау, бірақ әнін тыңдауға ол сияқты шын орындайтын адамдар жоқ қой. Бірақ сол біз бүкіл бір культ жасап аламыз да, сол бәле болып жүреміз, Кейбір мықты адамдар бар саясаткерлігі, бірақ пенделігі нашар. Дейміз, әншілер бар, актерлар бар. Өскеменнен жолға шықтым да. Естима таксист, право руль. Ағамыз сақалды кісі екен. Қазір кейін алып кетеді мен осы. Жетіп алған соң шықсын ба подкаст? Жетіп алған соң. Сол кісімен артымда бір-екі кісі отырды. Олар да басқа бір қоғамның бір слой дейді ғой. Бәріміз бір машинеге кірдіміз, дала боран. Бір А точкасынан Б точкасына жетуіміз керек. Ана жерде кім ақылды, кім ақылдырақ, сол жерде тіл тауып бір-біріміз деген сияқты. Бір керемет бір ортақ дүние болды. Менде ана аудио кітап болады ғой. Жол қысқартып бердіңіздер ғой. Жол қысқартып, жаңағы ана кісіден қорқып отыр, ол кісі музыка қоспай ма деп біреулер ше. Бостан босқа өзіне не жасап алған. Ана кісі менен сескеніп отыр. Мен тиктоктан көреді екен. Бір-бірімізге бүйтіп. Сосын мен тұрдым, аға
бір аудио кітап тыңдап барайықшы дедім да жаңағы. Басып қалдым, ана кітаптың бір 4-5 жасын тыңдағаннан кейін өшірдім әдейі. Ар жағы жоқ па дейді да. Бір қазақтың бір көркем шығарманы тыңдап бардық. Ана төлеген дей береміз, Бекежан да красавчик жігіт екен ғой деген сияқты. Олардың да ар жағында бар екен да. Біз қоғамбыз ғой. Біз қоғамбыз, біз өзіміз ар жағын білуіміз керек та, қайда баратырмыз. Бізде қазақ деген қоғам соның мүддесін үшін енді жұмыс істейік, бүйтейік деміз, тым болмаса бір-бірімізді тыңдап үйренуіміз керек. Әдемі келдік, күшті болып келдік. Бір-бірімізге атеист та болған шығар арамызда. Ұрыс керіс болған жоқ. Әйтеуір жүрдік, келдік. Сол сияқты бізде үлкен сапардамыз ғой. Бекең болсын, кім болсын. Қазақтың мүддесі деген бар мен өзім үшін. Қалаған енді өз алдына. Бірақ мен сынайын ба, әзілдейін ба, мен сойып салам, маған ұнайды. Маған да айтсын. Онда тұрған ештеңе жоқ. Қабылдау керек. Яғни ұлттық код ар жақтағы бір ішкі жан айқай бәрібір бір жерден тоғысады дейсіз ғой. Иә. Мынау өскеменнен Алтақты Оралхан Бөкейдің атау кересі бар ғой. Атау кересінде ана Наташа Мед шешесі ең соңында қайтадан өз дініне қайтып кетеді емес пе? Сол сияқты біздің қазақта қазір әрқайсысын әртүрлі салада, әртүрлі идеологияда жүргенмен бәрібір ар жағында бір қазақылық жатыр ғой, иә? Иә. Оны ала алмайды ешкім. Бәрібір код қой, ол генде тұр ғой. Менде мынандай болды, енді біз өнерде жүреміз, ән айтамыз бір жерге. Шетін ағалар болады. Семей жақтың бір кісісі, өте бизнесмен адам ғой. Орысша ғана сөйлейді. Иә. Жылап отырды енді, ішкенде адам өзі ашылады ғой. Ты думаешь, я не казах? Я казах, я. Ар жағын айтып жатыр да. Мен я казахынан көрдім ғой қазақ екенін. Бәріміз андай адастырып биткісі келеді. Енді сондай бір сыртқы жау демей-ақ та ғой енді. Бәріміз енді идеологиялар жұмыс істейді ғой, неше түрлі бір. Енді біз Қазақстан үлкен бір экспериментальный бір лаборатория сияқты бір қоғамда. Біреу анда тартады, біреу мында тартады. Бірақ ар жағымызда сол қазақ деген нәрсе бар да, ол ешбір дінге, ешбір түсінік, ешбір неменеге ол байланбаған. Ол енді Шыңғысхан бабамыздың былай әлемді былай деп жүріп өткен кезде ұлы бір идея болды ғой. Ол ешбір дінді, ешбір нені ол басын қатырған жоқ. Тек қана сен сөзіңе берік бол, табиғатты ластама. Осы нәрсе бар да, адамға қиянат жасама, былайша айтқанда. Сол ғана бар, болды, қалғаның бар. Сен кімге табынасың, өзің біл дейді да, былайша айтқанда. Сен осы мен құрдым осы нәрсені, осыған берік бол. Дала заңына дейді ғой. Жазылмаған заңдар бар да. Ол бәрімізде бар, ар жағында ше. Анау Тәңірін іздеп бір мың қыл тас суретке шоқынса, өлсе де болып соғын қыл имамын бұзбай отырса деп шәкәрім адам сөз көрмес пе? Сен сол идеяңа берік, бірақ ар жағында сол қазақы деген нәрсенің көркем қазақ, білмеймін, бір қазақ болу бір кайф негізі. Рахат емес па? Күшті ғой. Қазақ сөз, қазақ әзіл. Мен мысалы ана Африкада бірдеңе деген ұлттар болады ғой, тайпалар өз тілінде сөйлеп жүреді ғой. Күшті ғой. Үнділер келеді, Камбоджа, ана мынау. Мен қазақ тұрып ортасында тұрамын да бүйтіп. Тақиямды киіп алып, мен өзімнің немді айтқанда қандай керемет, Құдайдың кереметі ғой. Бәріміз бөліп сап. Осылай жаратты ғой бізді. Ұлт пен ұлыстарға бөліп жаратты. Соңыңа берік болуың керексің ғой. Басқа жаққа кетіп қалдың ғой мен. Жоқ, жақсы. Елеке, жаңа әр өңірде жаңағы 60-тай театр бар, әрқайсында кемі 50-дей актер бар деп айтып қалдыңыз ғой. Мынау Алматы мен Астанадан тыс басқа өңірде негізі шынымен де таланттар, мықты азаматтар бар. Бірақ сол кісілер бір қатты еленбей, ескерілмей қалып жататын сияқты. Солардың бір жанайқайы бар ма? Енді солардың жанайқайын мен осы студияда алғашқы подкастымды айтпасам, маған сын деп ойлаймын. Әріптестеріме ол бізде енді жалпы атақ деген нәрсені мен алдында айтып қойдым, өзім жек көремін, ұнатпаймын. Американың халық әртісі Чарли Чаплин деген бар ма? Мәдениет саласының үздігі Майкл Джексон деген бар ма? Ол Майкл Джексон, Чарли Чаплин. Атаққа байланбай-ақ атақты болды, иә? Мен мысалы өз басым мәдениет саласының үздігіні дегеннен көр мен бұл ел аға дейді ғой, мен ел аға. Мен халықтың маған берген ел аға деген атағы маған 1000 есе жақсы да.
Сондықтан ол нәрсеге бірақ сол өмірін арнап сахнада атақты емес бірақ таза өнермен айналысып жүрген мыңдаған бауыр қарындастарымыз бар, ағапайларымыз бар. Кезінде Совет үкіметі құлдыраған кезде облыстық театрларды ашып, анағы останған солтүстік өңірлерде театр ашып, ыстық суығына шыдап, Алматыда жүруге де мүмкіндігі болса да сол жақта қалып, ұлттың бір руханиятына қызмет еткен ағапайларды елемеу нағыз өнерге қиянат деп ойлаймын ше. Оның үстіне ол Астанада жүреді де жаңағы қай-қайдағы экраннан бір-екі рет көрінген танымал адамдар атақ беру, оларды жай ғана елемеу емес, оларды жек көру деп ойлаймын нағыз өнер адамдар. Сондықтан мен қазір жоғары министр болсын, кім болсын, осы нәрселерді мен өте көңілім қалды да. Сахнада өмір бойы қызмет етіп, рөлдер шығарып, өмірге таласып, тіршілігін жасап, сол театрдың жалақысыменен қыста елкісі бар ойнайтын, не айтып тырнақтап баласын өсіріп, театрға берік, автобуста жүрсе де, қоғамдық көлікте, қоғам жерде жүрсе де таза қазақша сөйлеп, маңдай жарқырап, қазақтың актрисасы, актері болып, зиялысы болып жүрген адамның өзі ол өнерге, ол халық әртісі деген атаққа лайық болады. Ал ол кісілерде атақ та жоқ, ақша да жоқ, үйде жоқ, күйде жоқ жүрді. Мен одан ол нәрсе, мен қазір айтсам, оған бір бөлек бір бағдарлама керек, сосын көбірек салфетке керек, кішкене көз жасын сүртіп деген сияқты. Ол мен Өзбекел ағамыз жайлы айтамыз ғой жаңа. Мен сол Өзбекел ағаны курсын алып келген, сол курстағы ағаларымыз қазір үлкен ақсақал ғой. Сол кісілер мені өнерге алып келген адамдар. Мен шет жағасын естігем, ол кісілер Арқалық Торғай даласына менмін деген Шепкинский училищені бітірген. Бір-бір Алматасына, бір-бір жаңа Мүслім, Тәуекел Мүслім деген сияқты. Енді олардың өзі әдіре қалады. Бір-бір Санжар Мәдиев деуге де келмейді. Санжар Мәдиев енді олардың қолына су құюға жарамайды, ана кісілердің тұлғасында, олардың азаматтығында. Сол кісілер бір кішкентай ғана қалаға барып, ана жерде театр көтеріп, Торғай, Арқалыққа барсаңыздар, кез келген осы ересек біз әкемізді кісілердің қасына барсаң, театр жайлы айтқан кезде, ана кейіпкерлерді, әдебиет жайлы сөйлеген кезде қалай, ол бір театрдың әсері. Осындай үлкен қызмет жасап кеткен адамдар, былай қарасаңыз. Ондай ерлікті бізде облыстық театрда күнде жасап жүр. Күнде жасап жүр. Қазіргінің өзінде мысалы өнер ордасын бітірген мен деген мықты азаматтар бар. Жас жігіттер, менен де кіші. Күнде сол жақта, күнде өмірмен арпалыс, күнде жаңа сол жақта өнерге қызмет етіп жатыр. Енді оларға қалай сен атақ деген нәрсе енді. Не бір жапырақ қағаз қой, бір қол, бір бердің алдыңда салтанатты түрде қолына берсе, мәз болып тағы 5 жыл жүреді ғой олар. Соны аяйды ғой. Соны кәдімгідей біздің әдебиет бөлімі бүйтіп тырнаштап қоған жаққа жібереді. Күтіп отырмыз, Құдай-ау. Бір ана Мәскеуге жіберген сияқтымыз. Әлі сол отыр, әлі отыр. Енді аналар алады да, одан сайын шатырда ашады ғой. Бір қай-қайдағы бір хайп-бажурларға береді. Сондай дүние. Салфетке керек емес пе? Салфет керек емес. Елеке, бірақ Алматыда жүріп, атақты болып, атақтар, марапаттар шетінен не бар, қайсысы бар, соның бәрін алған аталар бар. Атақты актерлар бар. Лайық па соған? Лайық қой. Көп лайық. Өнер лайық емес те бар шығар. Мен білмеймін, олардың өмірін білмеймін, мен қасында енді өзіммен қатарлас кісілер болса жарайды айтуға болады. Олар лайық, бірақ көп енді, көп зиялылы айтайын енді. Сол облысқа келген кезде сол атағын пайдаланып, өздеріне бірдеңе шын театрға, шын өнерге жаны ашымайды көбінің. Сол атағын пайдаланып, сол облыс әкімін пайдаланып кету, сол жақтағы актерлардың құлағына теуіп деп сендерді бүйтем, ой сендерді мен ана жаққа барып айтам деп өздеріне жаңағы гонорарларын алып бүйтіп өздері әдемілеп күшті кетіп қалады да, негізі сондай бір қатты жанашып жатқан үлкендерді көп көрмеймін енді. Бізде Тұңғышбай ағамызды білемін, ол кісі бір театрға шын қызмет етіп кеткен соңғы жылдары. Мына театр актерларының жалақысын кішкене болса да көтеріп кетті. Жатпай тұрмай. Нағыз іспен көрсетеді. Ал көбі анандай, көбі
облыстық театрға келіп бір спектакль қойған кезде пайдаланып кетеді. Актерлар енді бала сияқты ғой. Арқаңнан қағып, өй сен анаусың деген кезде күшті болып ат үстіне түсесің. Одан күтесің бірдеңе. Ол анау айтады екен әкімге. Актерлар бала сияқты. Бізге үй бергізеді екен, ана кісі кіреді екен деп. Бір ертегі тыңдап алып, соны тойдырып, қалтасына бүйтіп айтып қоятындар бар ғой, шығыстың тілімен айтқан кезде. Сондықтан ана кім бар емес пе, Жәнібек Кәрімовтің сөзі бар емес пе, қарашада қар үй тұр, қарайлай жүр артыңа деп. Сол қарашада қар үй біздің облыстық театрлар негізі. Оларға көп көңіл бөлу керек. Мен түсінбеймін, ол театр деген, театрға баратын адам ол қоғамға ең пайдалы адам негізі. Барлық жағынан. Театрға баратын отбасын көріңізші, бір эксперимент жасап. Бір театрға бала шағасымен баратын адамдар болады өзі. Ол темекінің бучогын жолға тастамайды. Ол түзу жүреді. Ол сөз саптауы жақсы. Өзінің пікірін айтады. Ол театр сөйтіп, айтқанда қоғамның бір талғамын көтеретін дүние. Мәдениетін өсіреді ме? Иә, мәдениетін, ол үлкен идеологиялық құрал. Ал сол театрдан алшақтатып, жаңа ақшаның бәрін шоу, анаған құйғанның өзі, ол мемлекетке, халыққа қаншалықты қиянат енді осыны түсінесіз. Театрда ешкім сүймейді, қазір көп бармайды. Бірақ Аллаға шүкір, қазір мен көріп отырмын. Көп жерде, мысалы Алматы театрларда көп. Орын жоқ қой, бізде билет жоқ қой. Бір ай бұрын алмасаң орын жоқ. Ол театрға ол керемет нәрсе, ол театр деген ол. Осы нәрсеге ден қойып, мен мәдениет министрлігіне тікелей міндеті ол. Халықтың сауатын ашу, мәдениетті қылу, театрларға көңіл бөлу, актерлардың жағдайы деген сияқты нәрсе. Ол бірінші мәселе болу керек деп ойлаймын. Суретшінің жағдайы, жазушының жағдайы. Бізде көбіне сол әлеуметтік желідегі адамның атағына байланысты деп айтады ғой. Мысалы, бір зиялы адамның бір бесіне байланысты содан қорқып қаймығы болған бәленбай мың гонорар беру мүмкін. Бүйтіп өзінің бір ұпай жинауы мүмкін, иә, әдемілеп тұрып. Өнерге сол қолдау деп ойлайды. Мысалы, айтыс болсын, үлкен жыр не болсын, әйтеу, қолдау беріп жатыр екен деп, анасынан үлкен қиянат болып жатыр. Қарапайым актерға, қарапайым режиссерға, сценаристке, сахнаның жұмыскеріне бер сол ақшаң. Одан артық өнерге пайда жоқ. Театрдың халі қалай? Ішкі кухнясы қандай? Біз көп адамдар, көрермендер ойлайды ғой, актер дегендер ақшаның астында жүріп, рахат, керемет өмір сүреді деп. Өткенде бір біздің студиямызда Ерболат Әлқожа қонақта болды, сол айтты. Иә, аламыз, бірақ қайта-қайта ондай ақшалар бола бермейді ғой. Бізде сіздер сияқтымыз. Шіли, олай ойлап кетпеңіздер деген сияқты. Ал енді театр актерлары сол өзіңіз сияқты Инстаграм жүргізіп кішкене бәрібір маркетингте кез келген салада қазір абыройға, танымалдылықпен подписчикке қарайды ғой. Сондай подписчигі бар азаматтардың бағы жанып жақсы жүріп жатқан шығар. Бірақ подписчигі жоқ, шын талант, шын сол сахнаға сенген, сахна мен өнерге адал азаматтар, актерлар бар ғой. Бірақ сол кісілер жаңа қиындықты көреді да, сол кісілер былай қағылып қалып жатады. Қиянат емес пе өнерге? Ол кісілердің жағдайы мәз деп айта алмаймын. Оны мысалы қазір ипотекаға мені одобрили дейді ғой, мысалы. Соған қуанады ғой. Мен 15 жылға кашаққа кірдім деп. Олар кашаққа кіре алмайды даже. Олардың жалақысы жетпейді ғой. Қанша алады сонда қазір актерлар? Енді бір стажға байланысты ма? Стажға байланысты, енді 200 мыңнан басталады, 200-300 мыңға дейін арайды. Енді ол айтсам болады. Соғанда, иә сен ондай не емессің, жаңағы жағдайы нашар отбасы деген бар ғой. Сол ойық ортада қалып қалған бұл байқұстар. Және оларда таза өнер, олар жаңағы қазір киноңды да айырып тастайды. Негізі, иә, шын таланттар. Шын таланттар ол жерде не бір адамдар бар, не бір тағдырлар бар. Енді білмеймін, ол сол бір айналдырған бір 60 театр, соның бір 600 бір 2000 актер шығар енді. Олардың жалақысын бір беріп тастаса, олар қайтарады негізі. Театр билеттерінен сатылатын ақша бір тесігін жамай ала ма? Иә, ол собственный средства деген болды, енді көп несін білмеймін ол. Бірақ театрға келеді халық. Сіз өзіңіз қанша аласыз, жасым болмаса? Мен өтірік айтпаймын, 280 мың алам. Аптасына қанша күн жүресіз сонда жұмыста? Кейбір кезде күні бойы жүрем, түні бойы жүрем, кейбір кезде бармай қалам.
енді ненормированный дейді, бірақ андай қазір андай бір 10-нан 5-ке дейін деген нәрселер бар, бірақ мысалы егер менде режиссер келді, мен жұмыс істесем, онымен бірге бір ай бойы тоқтамай күн-түн үй көрмей жұмыс істеймін. Кейбір кезде былай репертуарға байланысты жұмыс істеп отырамын. енді былайша айтқанда бос адам жоқ ол жерде. енді театр негізі көп алданып келіп қалады ғой, андай результатын ғана көреміз ғой. Бірақ театр деген қиындау. Бірақ театр негізі байлардың ермегі деп ойлаймын мен өзім. Кезінде Станиславский, мысалы Данченко болсын, Чехов болсын, орыстың зиялылары олар бай болды ғой. Елігіп күшті болып жүрген кезде былай істейік деп жаңағы подвалға кетіп өздерің сияқты студияға келіп деген сияқты. Сол жақта бірдеңе ұйымдастырып, ол жақ аш болып баруға болмайды деген ғой негізі. Сол аш болып келіп, аш болып өткендер бар. Ол мысалы театрға келген адам танымал болғысы келеді, бәрімізді көрінгіміз келеді, неткіміз келеді, бірақ ана сен болмаса сені не өзің режиссер қарамайды саған, не сенің бастығың танымайды мысалы, не сен спектакльді айырып жүрген жоқсың, мысалы ішінде жүрген жоқсың жарқырап, ол актерға өте невроз ғой үлкен ше. Ол жалпы кез келген оқыған актердің бір ресурсы болады. Мен мысалы оқу бітіргеннен кейін мысалы адамда жас актерда 5 жылдай бір не болады, бір 5 жылдай театрға беретін бір 5-10 жыл ресурсы болады. Соны беріп тастайды ғой олар. Сол берген кезде сол ресурсына сай ол өзінің еңбегін алу керек қой. Ол соны беріп тастайды да, ол орнына ештеңе алмайды да. Ол үйінде бала шағасы бар, оған сенген әйелі бар, жеке өмірі бар. Ол содан кетеді ғой ақырындап. Халтура деген басталады біреулерде. Біреу даже халтураға да бара алмайды мысалы. Көнуге, келісуге мәжбүр болады, Ол бала сияқты олар андай бейімделмейді, көбі бейімделмейді. 1000-нан бірі шығар мысалы. 2-нің бірі той басқара алмайды деген сияқты. 2-нің бірі біздің академияда оқыған кезде той басқарғанның өзі халтура дейтін. Мысалы былай қараса. Ол сөйтіп жоламаңдар оған деп. Бәріміз сөйтіп нетіп тастады, білмеймін, бәріміз сектаға дайындаған сияқты. Басқа шаблондарға харам, сендер мықтысыңдар деп секта болып жүрдік қой. Енді бір сектада ғана ғой сен өзіңді құрбан етіп бар дүниеңді беріп жүре аласың ғой. Театр сонда бір секта сияқты мен үшін. Ой, сендер мықтысыңдар, ойбай деп. Қашанға сен оған тойып жүресің? Кетчей дейсің ғой. Қандай зиялы кеп, мысалы, қандай бір ақсақал, театрдың мықты ақсақалы кеп, сендер театрда істеп жүргендерің, жарайсыңдар, бүйтіп. Қойшы дейсің ғой сен. Қатырмаш басымды, сен өзің күшті жүрсің. Сен 2-ші қатының бар, астында мәштің бар, әкімге келесің, саған шапан жабады, астында миллион теңге береді. Немене миды ашып тұрсың, қойшы дейсің ғой. Басты қатырмашы дейсің. Мен жүремін сахнада таңнан кешке дейін, мен түк алмаймын деген сияқты. Сондықтан әркімнің өз ресурсы болады. Нервісінің да бәрінің. Ол біткенде ол болды, өнерге ештеңе бере алмайды, өліп қалады. Творчестводан кетіп қалады. Физически бар, былай жанымен жоқ ол өнерде. Біз солай қиянат жасап отырмыз, театрларды өлтіріп жатырмыз біз. Театрларға ақша керек, театрларға беру керек. Ол театрдың зданиясы, оның постановкасына емес, ол өз алдына актерға ақша беру керек. Актер гонорар алу керек, режиссермен сай. Режиссер ала ма, олар да гонорар алу керек, оларға берілу керек. Олар бай болып жүрген, олар шалқып жүру керек. Жақсы, енді бір қазіргі логикамен алып қарасақ елеке бір парадокс болмай ма? Мысалға, актерлар енді үкімет беру керек қой, ақшаны. Әкімшілік, жалпы, үкімет беру керек дейміз, бірақ ертең сол үкімет өзінің идеологиясы мен саясатын сол актерлардың тілімен жүргізгісі келсе де, енді ақша берген соң талап ете алады ғой. Бірақ сол кезде бір халықтағы да мына актерлар үкіметтің айтқанын сөйлеп кетті деген сияқты бір кері пікір туындайтын сияқты. Ол басқа мәселе, ол енді білмеймін, ол кейін көреміз. Бірақ қазір біздегі аш актерларға беру керек. Жақсы. Ал үкімет жүргізеді дегенде мен біріншіден өз басым ойлаймын, маған үкімет бермейді жалақы, маған халық береді. Мен актерлауымды істеуім керек. Мен жаңа өзімнің ойындарымды айтамын, сахнада айта алмасам да әлеуметтік желіде айтамын. Сондықтан ол актердің өзінің жеке несіне де байланысты, азаматтық принципіне де байланысты. Бірақ енді сол үкіметті, акиматтағы адамдар ертең ауысып кетеді, бірақ ел қалады ғой. Халық сол, мемлекет сол, сондықтан мемлекеттің анау айтатын бар ғой. Мектеп салмаған мемлекет түрме салуға мәжбүр болады деп. Тура сол сияқты бұл мәдениеттің негізгі бесігі болғандықтан театр, ұлы өнер, тарихи өнер, сондықтан мәдениетке ақша аямау керек сияқты. Енді олар міндеті ғой, бірақ онсыз да ол жобада болу керек қой. Мында бір түсініспеушілік болып қалмасын. Мысалы да
жаңағы актерлар деген жаңағы шегірткелер дейді ғой, олар емес. Ақшаны таза өнерге салсаң, шегірткелер өздігінен өзі жоқ болады. іріктеледі ғой Иә. Енді мен анда КВНщик балаларға ешқандай нем жоқ енді. Былайша айтқанда таза киноға таза актерлар келеді. Иә, олар келеді. Болмаса жаңағы кез келген өнердің саласы болсын. Ол тазарады өзі сөйтіп. Өздігінен тазарады. Және мемлекетке ол 3 есе 4 есе пайда. Ол окупиться дейді ғой. Ол кәдімгі ақталады ол. Бізде мысалы оперетта деген театр ашылды. Енді басында қарсы болдым өзім. Неге ұлттық дүниеге мүмкін бермейді. Бірақ қазір қарасам, сол оперетта театрында бос орын жоқ. Өскеменде. Иә. Кәдімгі келеді, театр көріп, оперетта көреді. Қандай тамаша, былайша айтқанда театрдың көбейгені. Оларға жағдай жасалса, бүйтсе ол керемет қой. Осы жеке театрлар туралы айтайықшы. Мысалға Шам театры деген бар, жақсы ашылды, менің қойылымдарын көрдім. Басқа да мысалға бұрынғы актрисалар, Айгүл Иманбаева, АИ деген театр ашты дегендей. Өзі көп қой, Алматыда көп әсіресе. Жалпы бұл қаншалықты тыныс береді, олардың жаңа гонорар, еңбекақылар қалай ақталады, қалай айналады? Олар енді ол театр, жеке театр, мысалы, жаңағы облыстық мемлекеттің қарамағындағы театрлардың да істей алмаған нәрселерін өзінің театрында жүзеге асырады. Өзінің ойларын, батыл ойларын. Сондықтан негізі жеке егемен театрларға бару керек, халық, оларға қолдау беру керек. Ол өте тамаша нәрсе. Өйткені екінің бірінің қолынан келмейді, театрдан бөлініп өзі театр ашу. Өйткені театр деген ол пайдалы дүние емес негізі. Ол шығын. Бизнес ретінде. Ол бизнес емес ол. Бизнестің қарама-қарсы жағы негізі. Оның билетің бар, оның арендасы бар, оның декорациясы бар, оның киімдері бар. Оны тасисың, саласың, оны барасың. Ол өте бізде бағаламайды ол. Билеттің өзі сондай бір 5-ақ мың ба қандай өзі. Ол білмеймін. Ол өте ерлік істеп отырғандар ол. Жеке театрлар. Бүгіннің батырлары ғой, иә. Өйткені жаңағы арест шешіп, бірдеңелер істейді ғой. Енді әйтеуір бір таптауын бизнестер бар ғой. Солай да кетіп қалған аудитор. Ол кісілер театр ашамын деп былай кеткен адамдар ғой. Ол қандай күшті. Ол жалғыз Алматы Астанада емес, облыстық театрларда частный театрлар көп. Ол жаңағы енді мемлекет болғанмен жаңағы басқару жүйе, анау мінсіз болмайды ғой. Сондықтан сол жерде шаршаған, қажыған мықты таланттар болады, қас таланттар. Солар алады да, мен мына жерде өйте алмаймын дейді да, жаңағы кетеді. Ол жақсы нәрсе. Оны қолдау керек. Жақсы. Енді Елеке, Ел аға. Жақсы екен. Ел аға. Мынау біздің бизнес туралы айтып қалдық қой. Қазақы болсын деп. Біздің қазақстандық ағамыз бар. Сержан деген жігіт бар. Сол Жаңа бала деген компания ашып, Балауын деген осы қазақы ойыншықтар шығарған. Былай қосып қойсақ, патефон ғой. Ішінде мынандай көп 96 карта бар, диск. Мына патефонмен осындай баланың тілашар дейді, ертегілер дейді. Осы сияқты барынша қазақы, мына баланың моторикасы, саусақтары дамысын деп, мынау кнопка емес, әдейі былай жылжытатын болғаны сол да. Осындай әдемі бір ойыншықтар жасап шығарылған екен. Сондықтан мынау сонау Өскеменге кетіп бара жатса, Алматыға қайта-қайта келе бермейсіз. Біздің студиядан сізге сый. Және бұның ішінде осы басқа да ойыншықтар бар. Сонымен қатар мынау менің Арман Әлмебет деген дос ағам бар. Кеше проза роман номинациясы бойынша бас жүлде алды. Сол кісінің 8-ші жыл қатарынан шығып отырған 26-шы жыл жетістікке жететін адамның күнделігі деп. Бұл сыйға беріледі. Және төл туындым деп жатырмыз ғой. Мынау жазушы ретінде Уақыт мәшинесі деген менің 2 кітабым бар. Соның біріншісі бар. Осыны өз атымнан сыйға беремін. Енді соңынан автографын қоярмын. Мінекей Елеке, мынау жаңағы ойыншықтарымыз, кішкентайлар балаларға базарлық болсын. Сіздерге көп рахмет. Мен өзім ештеңе әкеле алмадым. Жоқ. Әдемі әңгіменің өзі жетеді ғой. Өйткені жаңағындай шын ішкі
айтқысы келетін әңгімелер бар азаматтарды көбірек шығарсақ деймін да мен өзім. Енді шынымен бізге де жаңағы жеке театрлардың халіндей ғой, біздікі де бизнес ретінде қарап жатқанымызбен бұқаралық ақпарат құралдары сияқты тіркелейік десек те кейде кейбір шектеулер мен тыйымдар бар, кейде шабуылдар жасалып жатады. Бір шетелден, үкіметтен ақша алып отыратын кейбір азаматтардың өзі бізді аямай сынап, біздің барынша жолымызды жапқысы келетін, ондай нәрсені де түсініп отырмын да. Сол нәрселер бар, бизнес ретінде өстіп ақырындап жайлап дамытып жасап жатқан жайымыз бар. Сондықтан осы балауенді қосымшасын балаларыңыз үшін алсаңыздар болады, төменге сілтемесін қоямыз, және біздің қажет қосымшасын жүктеп алсаңыз барлық мүмкіндіктер ашылады. Және актерство, дикторство, сөз өнері, басқа да курстарды алдағы уақытта жаңа жылдан кейін қоса бастаймыз. Елеке, ішкі бір қыжылдар, жақсы әңгімелер айтылды деп ойлаймын. Және бір мүмкіндік болса, қандай рөлдерді ойнағың келеді? Арман қандай? Жалпы адам ретінде, ел ағасы ретінде. Рөл. Ең басты адам деген рөліміз бар ғой. Құдайдың бізге берген. Сол рөлді адал алып шықсам. Өмір театр ғой деген сияқты ма? Бұрыс комедия андай мындай, енді бәріміз ағаларға еліктейтінбіз. Бірақ қазір түйе келе енді. Ең жақсы рөл адам болып өту, ол ең қиын рөл екен ғой. Ол адам болып қалудың өзі қиын. Адам болып кету де үлкен. Ең қиын нәрсе сол екен ғой негізі. Абылай творчествоға келетін болсақ, енді мен қоғамда мысалы сынайтын болсам, мен андай өзімнің жанрымда сынап айтам. Ана айғайлап андай әзілмен жеткім, мысалы Роман Карцевті өзім жақсы көремін. Мысалы Совет үкіметі кезінде андай ойларды айтады, не хотим много денег, не хотим зарплат, что мы бірдеңе деген. Бір біздің творчествода сол бір еркіндікке келсе деймін да, одан кейін айту болады өзі. Қазір енді бізде кино болсын, театр болсын, кішкене нағыз қоғамға керек. Қоғамдағы бар адамдарды көп көрсетпейді. Менің қазір азаматтық позициямда іштегі өзімнің ойларым бар. Соны бір айта алатын, қорықпай айтатын, соны жеткізетіндей бір рөлдерді ойнағым келеді. Бол, басқа. Біздің Қанат Тілеухан деген арнамыз бар. Сол жерде сол Қанат ағамызбен біраз жобалар жасап жүріп, ол кісі 1000 жылдық ойын деп Болат Атабаев туралы документальный фильм түсірді. Кейін айтып, Инстаграм мен ТикТоктың аудиториясы бөлек қояға екінші тыныс берейік деп қиып рилс ретінде мен өзім қиып бергем, содан салып едік. Шынымен бір 5 есе 10 есе артық көрермен пайда болды. Сол Болат Атабаевтың сұхбаттарын тыңдадыңыз ба? Болат Атабаев мен өмірдегі ең үлкен өкінішім, мен оқуға тапсырған жылы Болат Атабаев режиссерский курс алды. Параллельно түстім. Енді қазіргі өзім ұстазымнан өкінбеймін еш, сол кісіде оқығаныма. Сол Болат ағаның бір аудиториясына кіріп бір не былай әңгіме, бұрын оппозициялық газеттер болатын еді ғой. Сол кезде Болат ағаны содан ғана танитынмын. Ана кісінің былай әңгімелерін білем, бірақ сол кісінің қасында бір көбірек жүре алмаппын ғой деген бір өкініш бар. Былай енді ол кісінің әңгімелерін, сөздерін тыңдап, ол кісінің талай нелер, цитаталары жүр ғой театр әлемінде. Бәрі мойындайды арасында. Енді ондай адам білмеймін енді. Ол кісі бөлек адам ғой. Өте ол кісі бөлек адам ғой. Мен әне күні бірнеше сұхбатын тыңдадым ғой, сосын мынандай ой келді. Негізі біздің қазақ ұлттық идеология, бір қазіргі заманауи қазақ дегенде өзінің мені бар қазақ. Осы Болат ағаның бүкіл циклдық қып сұхбаттарын бір тыңдап, бойына сіңіретін болса, бір үлкен мектеп болатын сияқты деп ойладым ше. Әрине ол театр туралы ғана емес ол кісінің айтатыны. Немесе Құржаяу тек Қарадүрсін саясатта емес, бір адамдық тұрғыдан өте жақсы мектеп болар еді. Егер бірінші рет естіп тұрған болсаңыздар, Болат Атабаев деп YouTube'дан барлық сұхбаттарын тыңдап шықсаңыздар, өте зор болар еді. Елеке, Инстаграмда мен байқап қалдым.
суайт сәке деген, сәкен ба, суайт сәкен деген бір инста сериал шыға бастады, парақшада бөлісіп жүрсіз. Осы жаңа жеке кинолар дедік. Сол туралы бұл веб сериал деген жақсы тыныс береді ғой. Жаңа Қысшы деген рөл. жаңа сіз айтқан ана оқымаған жігіттер өздері жолын тауып жатыр дейді ғой. Сол жолын тауып жатқан бір бауыр ғой. Енді мен ол жігітті негізі танымаймын, өздеріңіз сияқты бүйтіп бір-бірімізді былай алыстан танып қалдық. Сосын ел аға деп, ел аға дегеннен кейін отказ бере Еліп кете қалдым алмадым. деші. Отказ бере алмадым. Соғанның несіне түстім. Мен оған өкінбеймін, өйткені менде шын көргім келді. Кино әлеміне мен бармас бұрын олар не істейді екен деген нәрсе. Қалай істейді екен? Олардан алатын нәрсе бар, алмайтын нәрсе бар. Алатын нәрсе олар істейді екен да. Көп Жасайды сөйлемейді. екен. Олар білмеймін демейді олар. Ойға алады, әйтеуір процесске кіріп Білмеймін кетеді. демейді, істейді. Енді ана сценарийін көрсем мен білмеймін енді. Сценарий деңгейі деген сияқты. Бірақ істейді. Және просмотр 100 бәлен байын просмотр. А маған кім кедергі? Мен неге көркем дүние көрсетпей мейлі көреді? Кінәм менде болып тұр ғой. Және ол жерде жаңа өзім бір сол бауырлардың бір ауыз өтінішіне нетіп өзіме бір риск дей ма, имидж ма бір нұсқан келсе де бір тәуекелдеп түсе салдым, шыны керек. Енді бір-екі жерлер ұнамайтын жерлер бар да өзіме. Өздеріне де айттым сол жерде. Бірақ жігіт сөз бергеннен кейін істеу керек болды. Өйткені менің андай өзім ауыратын идея жаңа басқа. Оларға қарама-қайшы. Андай бар емес пе, бір комедийный кино бар емес пе, Американың сайлауға түседі ғой бір кинода. Негр деп қара нәсілді жігіт. Сендер наркотикпен қалай алысасыңдар, егер өздерің сол наркотиктің дәмін татып көрмесеңдер деген нәрсе бар емес. Сіз жаңағы нәрсеңде дәмін татып көрдім да, бір жағынан. Қалай екен? Болады. Енді бәрі бірден шедеврлерге түсіп, бәрі бірден шедевр жасап кеткен жоқ қой, сондықтан бір тәжірибе ретінде болады деп ойлаймын. Сол жаңағы сұхбатымыздың басында айтқан сияқты, сол мен талантпын, мен кереметпін деп бір көкірек жасап алып, бәрінен отказ бере беріп, бір идеалды бір нәрсе береді деген ойдан гөрі осылай әрекет ете берген абзал шығар, иә? Сөйтіп өтіп кеткеннен гөрі көрген дұрыс сияқты. Енді елеге мен киноға түсіп жүргеніңізді немесе қаншалықты актер екеніңізді мен көрген жоқпын жалпы. Бірақ сол әлеуметтік желідегі бір харизмаңызбен әдемі, бір шынайы, бір қазақы бір болмысты бір әдемі жеткізетін, сол бәрін көрген жоқпын. 4-5 рилсті ғана көрдім да. Мен сол кезде біздің диалогымыздың басталғанда сол болды ғой, комментарийға жазып жүрдім ғой. Елеге болашақта жұлдызыңызды жағатын бір біздің киномызда бас актер боласыз деп. Өйткені мен де режиссер болғым келеді да. Сол арманның қатарында. Сондықтан өзіңіз сияқты мықты азаматтар болады деп ойлаймын. Мен сұрамаған, бірақ өзіңіз айтқыңыз келген ойлар бар ма? Мен осы сұхбат барысында, подкаст барысында айтпаған. Ондай жоқ сияқты, білмеймін енді. Баға мүмкін қазір үйге барасқанда есіме түсер, бірақ дәл осы сәтте сондай бір қатты бір сұрамай қойдыңыз дейтін нем жоқ. Ренжитін ештеңе жоқ па? Ештеңе жоқ енді. Тамаша. Енді Өскемен еліне, және Өскеменде не жаңалық болып жатыр? Өмір туралы айттық, енді өңір туралы айтайықшы. Өңір, Өскемен өзім. Мен Алматыда өскен баламын. Кәсімбі Алматы өскенде андай адамдар болады ғой, бала кезде ауылдан жырақта қалдың, ауылдан кеттің, әке шешеміз Алматыға кетті, бала шағаны жеткізейік деп, ауылда жұмыс жоқ, 35 мендей жаста кетті. Сол ауылдан ажырадым, ауылдан кете алмадым, қалаға сіңген жоқпын. Екі ортада қалып қалған адаммын ғой, былайша айтқанда. Бірақ жүректе ауылға деген сағыныш бар, бірақ туған жерге бір қазық болып, сол елмен бірге жүрген жоқпын. Мысалы, менің жақтың, біз жақтың ауылдастар мынау біздің ауылдың баласы деп бір болады ғой, бір жиналып алып, өздері бір клан құрып алып бір жүреді ғой, мысалы. Әр ауданның біз жақтың жігіті деп, өздері байлар да жиналып, анау-мынаусы бар деген сияқты артына. Мен ондай не анда емеспін, не мұнда емеспін, не оралман емеспін, айтқанда. Сондай біреумін. Енді сол кезде, сол заманның бір өнімімін да мен. Бірақ бір жүректе бір ауылға деген сағыныш бар. Өскемен демекші, сол мен Алматыны көрдім деп жатырмын ғой. Алматыда оқыдым, осы жақта бітірдім, мектепте де, осы жақта үйлендім да, мен ана Алматының бір неден кетіп қалғым келді, бір көргім келді. Содан мен Павлодарға ауыстым.
рас айтқанда өзбек жәнібектің қол астында жүрген мен Мұхтархан деген ағамыз мені шақырып алып, кел мен сені актермін, ешкім таңдамай қойған, мені алмай қойған актер келген кезде, оның бөлігін жалпы сіздерге бір 2-3 бағдарламаға келу керек екен негізі. Содан Павлодарға алдырды, сол Павлодарда тұрдым. Сол Павлодарда 4-5 жыл тұрып, ол жақта қызмет еттім де Өскеменге ауыстым. Өскеменге неге ауыстым? Өскеменде жаңа театр салған кезде мен бір дәм жазып бір Күршім деген жаққа барып тойға кетіп қалдым. Теректібұлақ деген ауылға тойға бардым. Сол жерде жаңа Өскемен жазда барамын ғой. Ана жерге сынамын ғой енді. Өзі Алматының тауды көргім, ана жақты көремін де мен білмеймін бірдеңе тартады да, соны келіншегіме хабарласам, мен дүниемде түгінде жоқ. Кетеміз деймін ғой, Өскеменге деймін. Жынтысың ба? Жоқ, кетеміз деймін де. Ана бір балам бар, 5 айлық Павлодарда туған. Соны аламын да күзде келіп аламын. Сөйтіп Өскеменде тұрғаныма 10 жылдан асты. Мен өзі жақсы көремін. Bir күні Ауғанстанға кетіп қалғаным бар, оны келесі бағдарламада айтамын. Кабулдан бірақ шыққаным бар 3 күннің ішінде. Сол сияқты кетіп қалам ұнайды маған. Келдім енді, сол Өскемен маған ұнайды. Білмеймін, бірдеңе бар ол жерде. Шығыстың бір табиғаты да, адамдары да, білмеймін. Өзіме комфортно ол жақ. Ол жақтандай бір, мен Оралханның кітабын оқып өстік қой бала кезде, Алматыда жүріп. Мен ана жақпен жүріп өткен кезде, мысалы Жүсіпбек Аймауытовтың ана Ақбілек романында бар, жаңа Бұқтырманның ар жағында бірдеңе бар, бұрышым бар. Сол жүріп өткен кезде мен ана бүкіл шығармасы көз алма келе береді ғой, келе береді. Катон қарағай, мен ана жерді, ана кітапты мен қолмен ұстаймын ғой, олай айтқанда. Былай сезінгеннен кейін білмеймін, сындым ана жаққа. Мен творчествомда сол жақта бір не алды. Сол жақта бала шағалы болдым. Өскеменде сол. Өскемен деп па? Өскеменде үндестік заңы, бұл үндестік заңы деген нәрсе бар тағы да. Үндестік заңы деген сияқты. Сол жақта басталды ғой. Ереке, балалық шақта деп ана бір күшті бір рылыс бар ғой. Ана терезеде отырып, қазір енді не деп ше, ана тырнақпен мұзды қайтарайық деп. Сол кезде жаңағындағы Арман Әлменбетте бөлісіп қойыпты соны. Мән ол күшті екен. Өйткені ол жігіттер сондай жақсы көретін да, шынайы бір қазақылықты. Мен ерекше риза болдым сол видеода ше. Жаңағы кей комментарийлер сол жерге жазылды ғой негізі. Көп адамдар өзінің бір ностальгия жасап жатты. Ең қызығы Өзбекстан, Қырғызстан, сол жақын халық әртістері жазып маған дейді. Сонда бір есіңге кетіп қалдым. Былайырсын, мен олай болған жоқпын. Сол шынайылыққа қой. Мен егер менің видеом қаншалықты бір көп юморы болмаса да, көп несі болмаса да, максимально шынайы болшы деп өзім айтамын. Сол ма деп ойлаймын енді. Ол бәрінің басынан өткен дүние ғой. Сағыныш. Сол жерде бір комментарий бар екен. Елдос, аузың кинотеатр екен деген ше. Ерекше риза болдым ана комментарий. Аузың кинотеатр екен деді. Сол енді мен ана әкемнің қасында жүрген кезде, жаңа әкемнің достары бар, үлкен ауылдағы ақсақалдар дейін, сондай бір ақсақалдар емес, бірақ сөйлеген кезде бір сөз саптауы, бір елтіп әкетеді, сағатта бір әңгіме тыңдауды жақсы көретім. Бір әңгімені жақсы көремін. Отырып бір шайды, шәугім жайды тауысып, ол мен үшін бір кайф жаны керек бір. Қазір жүр ғой, кальян шегіп, караокемен ән айтып, күштеп, мен ана стрессті әңгімеден естеймін. Сол әңгімешіл адамдар жоқ па қазір, өзімде сол қырт болып барадырмын ба? Ана әңгіме айтатын адамдар жоқ, сосын өзім айта бастадым да. Әңгіме дегенде ол да бір театр ғой, ол бір спектакль ғой, әңгіме айта білген. Ол қазақтың бір ол да бір жанр да негізі. Күшті әңгіме айтып, сахнада ол стендап деп айтып алған ғой қазір. Мен оны қыртындап деп айтамын. Қыртындап? Қыртындап. Қыртасың отырып, былай айтқанда. Рас, кей стендаптарға сосын анау жаппай көріп жатты, біз баяғыда бір контент бойынша Астанаға бір неге қатысып, сол кезде арзан психологтар жасады деп, сол Қазақстандағы контенттерге жауапты арнайы бір мекеме бар екен, соның басшысы екен. Сендердікі деп бізге сын айтып отырды, бірақ ананы мақтап қоймай қойды. Сосын Нұрғанат екеуміз келген соң әлгі ютубтан тауып тыңдадық та, бір алғашқы 5 минуттын тыңдап ары қарай жүрмей қойды ше, өтпей қойды бізге. Бірақ аудиторияларға қатты өтеді екен. Сол сияқты қазіргі бір шығармашылықты ұштастыра алған жеке бір жобаларға пікір қандай, өзіңізде бір ой жоқ па, сондай шығармашыл бір жастарды, сондай өзін аша алмай, көре алмай жүрген, көрсете алмай жүрген азаматтардың бір басын қосып жақсы бір жоба бар. Осы жерде көрермендердің арасынан енді
біздікі бизнес бағытта көбінде контенттер шығаратындықтан қалтасында мол ақшасы бар, шығармашылықты жақсы көретін продюсерлер, спонсор кісілер бар. Сол кісілер ұсыныс бар еді, ақша бар еді, бірдеңе жасайықшы деген кезде қандай жобалар ойға түседі, қандай нәрсе жасағыңыз келеді? Мен шыны керек бар ғой, ол нәрсені қатты қолдаймын. Енді екі жақта жүрген екі қазақ бас қосып бірдеңе істесе, негізі бізге қиын ғой. Қазақтың таланты да, қаншалықты талантты болса да, соншалықты бір көкірек бар. Командамен жұмыс жасауды біз үйренуіміз керек та. Бірақ өз басымда сондай жоқ, мен білмеймін. Былай істесе, енді дәл қазір маған ол идея келмей тұр, мүмкін. Сіз мына сұрақты қойғаннан кейін 1-2 сағаттан мүмкін жауап беретін шығармын. Өскеменге жеткенше жетіп алайын. жақсы идеялар келеді. Сол жаққа табаным тіреп алсам мүмкін. Ал былай негізі ол кез келген творчество ол ақшасы төлену керек. Ол мысалы мен өзімді бағалағаннан бастап менің нелерім, контенттерім жүре бастады деп ойлаймын. Өйткені мен жаңағы 5 минуттық жаңағы ауылда естелік салдым. Мен ол маған ойыма түсті. Мен машинада келіп 2 күн бойы мен сол нәрсені ойлап жүремін, сол нәрсені айтамын, соны репетировать етемін. Ол жаңағы сол жерде шыға салған дүние емес. Сосын мен камераны қосам, ол зарядтаймын, қайта өшіп қалады камера. Бір 80-90 дубль жасадым ау деп ойлаймын. 80-90? Иә, өйткені бізде театрдың адам болғаннан кейін біз андай камерада андай жоқ қой, стоп снято деп лақтырып монтажбен етіп тастамаймын. Мен монтаж жасамаймын. Мен бір видеоны түсірдім, 100 видеоның ішінде біреуін ғана таңдаймын да соны ғана саламын. Ол 10 видеоның 10 түрлі болады. Бір-екі сөз анада жоқ, бір-екі сөз мынада жоқ. Соны бір қаймағына келіп мен қайта репетиция сөйтіп салам. Мен ойнымен шашқанда енді театрдың адам болғаннан кейін. Жаңа қазақ әзіл бар ғой мысалы. Қазір жоқ қой енді КВН-де баяғыда бір жылан болып ва дейді. Ана топас қылады ғой сені. Енді ана жақтан алып келіп баяғы әңгіме, әзіл, қазақ әзіл жоғалып баратыр бізде. А мен соны ұнатамын өзімше. Ол менің еңбегімде үлкен жұмыс мен үшін да, мен оны бағалаймын. Мен мысалы әрбір салған видеоларым байқасаң жаңағы аудиторияны ананы тарту үшін деп қайта производство емес та менде. Менде бір номер концертный деген сияқты өзім солай қалаймын. Және ол мен балам сияқты. Мысалы ақынның бір өз шығармасы болады ғой, өзінің биік шығармасы. Менің де сондай бір әрбір контентім өзімен өте ыстық. Сондықтан мен оған бүкіл маңдай терімді мен өзімнің фантазиям, өзімнің талантымды қостым. Yani ол бағалану керек. Оны өзім біріншіден бағалауым керек. Елеге, мынандай жақсы ой келіп жатыр. Егер мүмкіндік болып жатса, осында келіп жатсаңыз, біздің студиямен бір жеке YouTube каналды сізге толығымен қамтамасыз етіп, жақсы бір жоба жасауымызға болады. Андағы күнделік пен кітапты аялап, алақаннан тастамай 5 минут бойы ұстап отырсыз. Бірден оқыңыз келіп отыр ма, жоқ әлде бірдеңе дегіңіз келіп отыр ма? Өзім кітап жақсы көремін, кітап сыйлыққа алған жақсы көремін. Тамаша. Тағы бір кітап береміз. Маған Ұларбек ағам бар ғой. Сол кісі маған сол әлеуметтік желіде мен жазушылар, арғы жақтың ақын кісілері мені тыңдайды екен да. Енді мен өзім енді бір жағынан приятно дейді ғой. Бір жағынан іштей бір болады, қандай күшті. Бір жағынан жауапкершілік. Ана кісілер мені тыңдаған кезде, мен енді өзімді жақсы білемін ғой. Кей кезде деп, бірақ ана кісілер мені тыңдап, бауырым, мен саған осындай бір кітабым бар еді, беріп жіберсем, салып жіберсем болмаса. Деген кезде мен өзімнің жаңағы бекер жүрмеген екенмін ғой. Мен де творчествомды көреді екен ғой, андай кісілер. Кітапты мысалы кеше бір досым бір кітап сыйлады, Айдос Ыбыраев деген мықты азамат. Біз сияқты жаңағы гуманитар емес, ұстаз, математик, робототехник. Соның атасы бар, Мұрат Ыбыраев деген мықты композитор. Сол кісінің кітабын сыйлады маған. Бекен Исабаев деген атамыз бар, абайтанушы. Сол кісінің немересі бар, досым. Ол да кітап, мен айтамын, ана кітапты жақсы көремін, жинаймын. Енді өзім керемет оқимын деп айта алмаймын. Қазір кітапқа уақытым жоқ. Көбіне аудио кітап тыңдаймын. Бұрын енді карантин кезінде оқып тастағанымыз бар. Бала кезде бар, андай-мындай, бірақ енді кітап деген нәрсені жақсы көреміз. Тамаша. Ендеше 90 минут бойы тоқтаусыз жақсы бір ойлар айтылып, барлық ақпараттар, ойлар ашылды, ағытылды деп ойлаймын. Сондықтан
ел ағаның, елекеңнің пікіріне байланысты, ойларына байланысты, сұхбатқа байланысты өз пікірлеріңізді жазыңыздар. Біздің арнаға жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесіде қандай қонақты көргілеріңіз келеді және елекеңнің шығармашылығын әлі де танысатын болсаңыздар, парақшасына жазылып қойсаңыздар болады. Көбірек жақсы сұхбаттар, шынайы сұхбаттар жасалсын десеңіздер, ол әрине сіздерден лайк керек, комментарий керек. Бізге қолдау сол болады. Жазылып қойыңыздар, аман, сау болыңыздар. Рахмет, Елеке. Рахмет, сіздерге де рахмет. Алғашқы сұхбат подкаст құтты болсын. Рахмет.